Армысыздар, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Міне мен Ержан мырза қазір қосамын. Ой, қайда кетті? Бұлама. Қошақан. Жаным. Кәусик, Алиханды алдамайсың ба сен? А? Жаным. Алиханды алып кетші. Жарайды, тиме қазір қалайсыз шақырасыз. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Жақсы. В этот раз жақсы сияқты әйтеуір. Кедер кетпесе, бәрі жақсы болады. Жоқ, жақсы болады деп ойлаймын, бұйырса. Демалысыз қалай өтіп жатыр? Жақсы жағып жатқан сияқты болады. Күшті ма? Ой, тема. Қалдарыңыз қалай, қымбатты көрермен? Бүгін мен сіздерге алдын ала ескерту жасадым. Нақты сөйлейтін, нақты фактілерді беретін Ержан мырзаны мен білемін. Ұнайды маған, сонда сіздерге шақырып отырмын. Ана жолы сәтсіз болған интернеттен айталайық деп шештік. Сондықтан эфирге қосылып, кешкі шай ішіңіздер. Уақытқа қояйын деп мен уақыт қой жүріп тез Рахмет Айгерім. Сұрақтар бола берсін бе? Маған разница жоқ, сізге қалай ыңғайлы болатын болса, бола берсе де болады, алып тастасаңыз да болады. Егер сұрақтарыңыз дайын болса, алып тастауға болады, жауап бере беретіндей. Жоқ, көрермендерден, оқырмандардан сұрақ алайық десеңіз, тағы қосып қоюға болады. Может, басында өшіріп, кейін қосып қоюға да болады. Қалай сізге ыңғайлы? Көрермендерден міндетті түрде болады сұрақтар. Бірақ орта тұсына қарай келген кезде, иә? Жақсы. Менің дауысым дұрыс болмай жатыр. Мен сізді естіп жатырмын. Мен де өзім күшті естіп тұрмын. Жоқ дейді, неге дауыс жоқ? Менде тұр, бәрі дұрыс. Иә. Рас деп қойсайшы, микрофонға рас деп бір тек. Рас деп па? Дәрет. Бұрын тойларда сөйтеді ғой. Қолмаста отырайын мүмкін, неге? Қазір осылай естіле ме? Естіліп жатыр. Ешқандай помеха жоқ та? Ане көрдіңіз бе, Әйгерім ханым арасында дауысы естілмейді дейді. Дауыс дұрыс емес дейді. Енді естіледі деп жатыр. Демек, жоғалып кетіп жатыр дауысыңыз дейді, неге? Ай, Құдайым-ай, ештейді. Біреулер жақсы естіліп тұр ғой дейді, я естіледі дейді, жақсы шығып тұр дейді. Әркімде әртүрлі өздерінің интернеттеріне байланысты шығар. Солай шығар, иә? Енді естілді дейді, онда қолмаста отырайын осылай. Ержан ханым дейін деп жатыр. Даусыңыз өзіңізде керемет әдемісіз. Дауыс жоқ Әйгерім дейді, не істемейді, жарайды, пока тұра берсін. Вдруг қазір естімей қалған, білмей қаламыз, е? Менің сұрағым, Ержан мырза, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген сөзді көп естиміз, е? Расында да маман ретінде, психолог маман ретінде айтыңызшы, жаман әйел қайдан шығады? Қыз кезінде бәрі жақсы. Бұл жердегі қыз кезіндегі жақсы халмен жаман әйелді екеуін салыстырған дұрыс емес. Просто қыз кезіндегі араласу, қыз кезіндегі қарым-қатынас, қыз кезіндегі көтерілетін тақырыптар, сөйлесетін әңгімелер мүлдем басқа болады, ал уже ерлі зайыпты жар болып, әйел болып сөйлескен темалар мүлде басқа болады. Қыз кезіңізде жігітке қойылатын талаптар басқаша болады, үйленгеннен кейін әйел ретінде оның қоятын еркекке қоятын талаптар басқаша болады. Сондықтан көп ер кісілер осы айырмашылықты түсінбегендіктен үйленгеннің өзінде әйелінен әлі қыз кезіндегі қарым-қатынас болуын қалайды. Қыз кезіндегі сол келіншек болуын қалайды. Но на самом деле айтқан кезде ол жердегі әңгімелер мен заботалар, проблемалар басқаша, үйленгеннен кейін әйел ретінде оның проблемасы басқаша.
Қыз кезінде қызға жігіттен не керек? Аптасына бір рет свиданияға шақырсын, киноға апарсын, гүл берсін, жақсы көрем десін, смс жазсын, сол керек. Болды, басқа ештеңе керек емес. Ал үйленгеннен кейін белгілі бір құқықтар пайда болады. Ерлі зайыптылар арасында белгілі бір жауапкершілік пайда болады. Сол құқықтар мен жауапкершіліктің негізінде әйелдің күйеуіне деген талаптары басталады. Бұрын мен сенің қыз кезінде қайда жүрсің, қайда кіммен жүрсің, не істеп жатсың, қатты жұмысың болмайтын. Бірақ енді сен жарым болғаннан кейін сенің мен алдында белгілі бір жауапкершіліктерің бар. Қайда жүрсің, неге кешіктің, уақытылы неге келмейсің, жұмыс істемейсің ба, ақша таппайсың ба, бала шағаны асырамайсың ба, бізге көңіл бөлмейсің ба, уақыт өткізбейсің ба деген талаптар болады. Осы талаптардың арқасында, осы талаптардың кесірінен көп жігіттер сен қыз кезінде жақсы едің, әйел болғаннан кейін жаман болдың дейді. Немесе үйленгеннен кейін маска шешіліп кетті, оказывается талаптары көп екен дейді. Сөйтіп екеуінің айырмашылығын түсінбейді. Мысалы, әйел де айтуы мүмкін, жігіт кезінде жақсы едім, үйленгеннен кейін жаман күйеу болдым деп айтуы мүмкін. Өйткені жігіт кезінде аптасына 2-3 рет кездесесің, қызда не керек? Ой, әйтеуір мен қолымды ұстасып, қасында отырсам болды, бүкіл жігіттің арманы сол. Ал үйленгеннен кейін тамақ істедің ба, кір жудың ба, балдар не болды, жағдайын жасадың ба, туысқандар келді, қонақ күт деген әйелге талаптар көбейеді. Соған әйел қарап, жігіт кезінде жақсы едің, сен что-то күйеу кезінде жаман екенсің деп салыстыратын болса, ол дұрыс емес болады. Бұл жерде адамдардың жақсы жаман болып кетуі емес, менің ойымша, екі түрлі қарым-қатынасты салыстыру қате. Сонымен жаңағыдай расында да жігіт кезінде керемет сөз айтып жүрген жігіттер үйленіп алғаннан кейін тоже өзгереді, иә? Иә, өзгереді. Бір жағынан өзгергені дұрыс, өйткені ол табиғи заңдылық. Біз әрдайым қыз жігіт ретінде жүре алмаймыз. Бірақ екінші жағынан үйленгеннен кейін жауапкершілік, құқық, қарым-қатынас артады. Бірақ қыз кезінде, қыз жігіт болып жүрген кезіндегі романтикалық моменттерді үйленген кейін де жалғастыруға болады негізі. Иә, сол әдемі қарым-қатынасты неге сақтап қалмасқа, оны сақтауға болмайды ма? Болады. Не істеу керек? Қалай жұмыс істеу керек? Өте оңай. Үйленгеннен кейін отырып ерлі зайыптылар, мысалы, біз үйленгеннен кейін қанша уақыт жүрдіңіздер? 1 ай жүрдіңіздер, 6 ай жүрдіңіздер, 1 жыл жүрдіңіздер, 5 жыл жүрдіңіздер. Әркімдікі әртүрлі. Мысалға, жүріп жүрген кезде не ұнайтын еді? Соның тізімін шығару керек. Біз қыз жігіт болып жүрген кезде сенімен киноға барған ұнайтын еді, паркта қыдырған ұнайтын еді, кафеге барған ұнайтын еді деген сияқты ұнайтын іс-әрекеттерді жазып шығу керек та. Үйленгеннен кейін біз осыларды неге істемейміз? Істеуге не кедергі? Кәнеке істеп көрейік деп соған талпыну керек. Сол кезде қыз жігіт кезіндегі әдеттерді жалғастыратын болса, эмоциялық тұрғыдан, махаббат тұрғыдан, сүйіспеншілік тұрғыдан қыз жігіт болып ары қарай қала береді, сол қарым-қатынасты сақтап қалады. Екіншіден, жалпы үйленгеннен кейін сол қарым-қатынастың болмауының ең үлкен себебі біз күнделікті тұрмыстық өмірге қатты беріліп кетеміз. Үй, бала-шаға, кредит, жұмыс, тамақ, іс-әрекеттер, қонақтар, туысқандар, басқалар үшін көп өмір сүріп кетеміз. Мысалы, қыз жігіт кезінде әйтеуір қызын көрсе болды, әйтеуір жігіті келсе болды, екеуін ғана ойлайтын еді. Ал үйленгеннен кейін екеуінен басқа бәрін ойлай бастайды. Бұл жерде өте үлкен қателік жасалады. Негізі үйленгеннен кейін де күйеу бірінші орынға әйелін қою керек, әйелі бірінші орынға күйеу қою керек. Сол кезде екеуінің арасында қарым-қатынас сақтап қалады. Және бір-бірін үйленгеннен кейін бір-бірін жиі свиданияға шақырып тұру керек. Біз ойлаймыз, что махаббат, сүйіспеншілік, любовь, құмарлық, страсть, бұлардың барлығы өзінен өзі болатын нәрсе. Жоқ, любой қарым-қатынас бұл түбі тесік стакан сияқты. Сіз қанша құйсаңыз да, астынан ол кішкентай бір тесік бар, тесіктен бәрі ағып түсе береді. Сондықтан қашан сіз қарым-қатынас бойынша жұмыс істеуді тоқтатсаңыз, қашан сіз өміріңіздегі романтиканың, махаббаттың болуын тоқтатсаңыз, сондай іс-әрекеттер, іс-шаралар жасамай қойсаңыз, онда қанша махаббатпен тасып тұрсаңыздар да, қанша бір-біріңізбен өлең күйіне үйленсеңіз де, үйленгеннен кейін жалғастырмаған кезде осының бәрі азайып түбінде дым қалмай.
Сондықтан оған дейін істеген істеу керек. Керек, мысалы, көбінесе қазір біз шапқылап жүрген, отбасын сақтау үшін тырысып жүрген, тренингтарға барып жүрген, әйтеуір бір нәрсені қарап ізденіп жүрген әйелдерді көреміз көп жағдайда. Әйел ғана тырысып шаба беру керек па сонда? Жоқ. Бұл жерде ерлі зайыптылар бірге шапқылау керек, бірге жұмыс істеу керек, бірге араласу керек, бірге оқу керек, бірге жетілдіру керек. Және мысалы әйел кісілерде қарым қатынасқа ерлі зайыптылар бірге жұмыс істеу керек, бірге араласу керек. Бізде просто жалпы қоғамда сондай бір стереотип қалыптасқан. Отбасының ұйытқысы әйел, отбасы бақыты әйелге байланысты, әйел қандай болатын болса еркек сондай болады, жақсы әйел еркекті төрге, жаман әйел еркекті көрге сүйрейді деген сияқты осындай мақал мәтелдердің жалпы ұлттық сананың, стереотиптердің әйелге давлениясы бар. Одан кейін әйел не істейді? Қарым-қатынаста сәл бір проблема туындаған кезде, значит мен жаманмын, значит менде что-то не то, значит мен өзімді өзгертуім керек дейді, кінәні өзінен іздей бастайды. Сөйтіп өзінен іздей бастағаннан кейін әртүрлі тренингтер, кітаптар, семинарлар, оқулар, дайындылар жетілдіреді. Бірақ бір жағынан өзін жетілдірген жақсы әрине. Бірақ екінші жағынан сіз білім алған сайын, оқыған сайын, өзіңіз жетілдірген сайын күйеуіңіздің де қателіктерін қатты байқай бастайсыз. Күйеуіңіздің де кемшіліктерін көреді. Ол қалып қойып жатыр. Өйткені сіз отбасыда былай болу керек, былай болу керек, былай істеу керек, мынандай қарым-қатынас болу керек деп жоғары стандарттарды үйреніп жатсыз, ал күйеуіңіз ол стандарттарды білмейді. Ол техникалардан, ол психологиядан ешқандай хабары жоқ, мүлдем ұзақ. Сөйтіп ол сол деңгейде қалып қояды. Ал сол деңгейде қалып қойғаннан кейін ол белгілі уақыттан кейін проблема болады. Сондықтан бізді тыңдап жатқан әйел кісілер бар болса, бүкіл тренингтерге жалғыз өзіңіз шапқылап жүре бермей, қасыңызға күйеуіңізді ертіп жүріңіздер. Қасыңызда жолдасыңызды алып жүріңіздер. Первую очередь, отбасылық қарым-қатынас жақсы болған кезде ең бірінші еркектер ұтады. Даже әйелдің өзінің бақытты болуы, күшті семья болуынан бір бөлек, осының барлығынан ер кісілер ұтады. Сондықтан осындай тренингтерді, семинарларды жалпы ер кісілерді көбірек тарту, көбірек шақыру керек. Бармайды ғой олар. Бармайды ғой деп біз өзімізді солай сендіріп қойғанбыз. Өйткені бір рет айттық, барған жоқ, екі рет айттық, барған жоқ, үшіншісінде бармасам барма, өзім бара салам дейміз. Бірақ күйеуіміздің тренингке баруын сұраған кезде бір шуба сұрағандай сұрадық па? Бір телефон сұрағандай сұрадық па? Бір бриллиант сұрағандай сұрадық па? Бір сыйлық сұрағандай сұрадық па? Мысалға бір әйел кісі негізі Вообще қалай сұрайды негізі? Оған байланысты бөлек тренинг өткізу керек. Но жалпы психологиялық тұрғыдан мынаны біліңіздер, еркектің әйелге деген белгілі бір әлсіздігі бар. Белгілі бір осалдығы бар, бір слабость, бір уязвимость бар. Өйткені ол анасына қарсы әлсіз, әйеліне қарсы әлсіз, қыз болса қызына қарсы әлсіз болады. То есть противоположный полға әрдайым ер кісінің, әйел кісінде сондай белгілі бір әлсіздік бар. Сонда сол әлсіз точкасын тауып, сол точкасынан басып семинарға келтіру керек. Яғни мысалға бір өзіңізге бір шуба, мысалы әйел кісі шуба таңдаған кезде не істейді? Бұны жоспарлайды. Қыс келе жатыр, жаңа сезон келе жатыр, нормальный шуба алып қалу керек, жұрттан ұят болады. Одан кейін бір ай, екі ай бұрын бұның планын құра бастайды. Жаным, қалайсың, көңіл-күйің жақсы ма? Қараш, әдемі шубалар жүр екен, біреуді алып көрегет деген сияқты. Мен кішкене ескеріп қалады. Миды қатырмай, өткен жылған алдық қой, алмаймын саған шуба дейді. Жақсы дейді. Одан кейін жағдайын жасап, көңіл мазасы болып жүреді. Не оқып, неге көңіл-күй жоқ? Жоқ, ештеңе емес дейді. Неге көңіл жоқ? Жоқ, ештеңе. Айтсайшы, неге назан жоқ деген кезде, сол енді шубам ескеріп қалып, білмеймін, енді қонаққа қалай барамын, жұрттың алдына қалай шығамын, ұят болды ғой деп мысалға көңілін алуға тырысады. Одан кейін, ал жарайды, ойланып көрейік дейді. Одан кейін сөйтіп қайта миына құю арқылы, айту арқылы, осы шубаның өзіне қаншалықты маңызды керекті екенін түсіндіре беру арқылы күйеу сонда бәрібір сол шубаны әпереді. Кредитке барып алса да шуба алып береді. Қалай? Қайта айта беру керек, қайта түсіндіре, қайта жеткізе беру керек. Сол кезде ер кісілерде психологқа бару, қарым-қатынас бойынша жұмыс істеу және осындай отбасы қарым-қатынас жақсартатын тренингтерден өтудің пайдасын көреді.
Бұны немен салыстыруға болады? Мысалы, егер жолдасыңыз, әйел кісінің жолдасы мысалы кәсіпкер болатын болса, көп кәсіпкерлер қазір Құдайға шүкір бизнеске байланысты әдебиет оқи бастады, кітап оқи бастады, тренингтерге оқиды. Не үшін? Бай болғысы келеді. Не үшін? Нәтижесін көргісі келеді. Сен бизнес тренингтер арқылы бизнесін жақсарды ма, сауатын артты ма, көзін ашылды ма, тура сол сияқты біздің қарым-қатынасты да жаңа бір деңгейге шығару үшін, күнделікті өмірдің, қоршаған ортаның кері әсерінен құтылу үшін бізде қарым-қатынас бойынша жұмыс істеуіміз керек. Осылай көндіру керек. Немесе күйеуіңізге екі вариант ұсынасыз. Окей, сен жұмысың көп, уақытың жоқ. Мүмкін былай 1 сағат, 2 сағат, 2-3 күн семинарға бара алмайтын шығарсың. Тогда келісу керек. Или мен қатсам, сен мені тыңдайсың, или бірге қатсамыз. Кейбір кезде ерлі-зайыптардың біреуі осы салада қабілетті болады, психология саласына жақын болады, алған мәліметті әйелмен, күйеумен бөліседі. Оказывается, мен күйеу ретінде былай істеуім керек, сен әйел ретінде былай істеуің керек. Оказывается, екеуміздегі өткен ұрыстың себебі осы екен. Соны қайталамау үшін былай жасайық деп біліммен бөлісіп отырады. Егер ер кісі соған ашық болатын болса, онда бірге қатысудың керегі жоқ. Атақ қарым-қатынас бойынша екеуі бірге жұмыс істеу керек. Үнемі істей беру керек. Ол 40-қа келсін, 60-қа келсін, иә? Иә, отбасылық өмірде тәжірибе көп пайдасы тигізбейді. Мысалы, кейбір айтады, біз 10 жыл біргеміз, 20 жыл біргеміз, 30 жыл біргеміз, бірақ мысалға 10 жыл бірге болған семьяны қарайтын болсақ, 11-ші жыл өмірлерінде бірінші рет болып жатыр. То есть сіз до этого бір 20-30 жыл өмір сүріп, екінші рет үйленіп, немесе үшінші рет үйленіп, сол кезде мен 10 жылдық проблемаларды білем, 15 жылдық проблемаларды білем, 20 жылдық проблемалар басынан өтті, ол жерде не істеу керек екенін білем деп айта алмайсыз. Сіз үшін 10 жыл бірге болған кезде 11-ші жыл бірінші рет болып жатыр. 20 жыл бірге болған кезде 21-ші жыл бірге болып жатыр. 30 жыл бірге болған кезде 31-ші жыл бірге болып жатыр. Және уақыт өткен сайын өміріңізге жаңа элементтер қосылып жатыр. Мысалға, бала жоқ кезде 1-2 жыл тұру мүлдем басқа тәжірибе. Бала дүниеге келгеннен кейін қарым-қатынас басқа бір деңгейге шығады. 3 бала болғаннан кейін басқа деңгейге шығады. Балдар переходной возрастқа келген кезде басқа деңгейге шығады. Переходной возраст, мысалы, өтпелі кезең, бұл тек қана баламен ата-ананың проблемасы емес. Өтпелі кезеңде балалар ата-аналарын өте қатты сынайды, критиковать етеді. Сол кезде олар қарым-қатынаспен қайтаға берік болып, жақын болып, переходной возрастағы балдарға дұрыс үлгі көрсете алу керек. Әйтпесе, егер қате кемшіліктерін көретін болса, не әкесін сыйламайды, не шешесін сыйламайды. Ол бірінші рет пе? Бірінші рет. Одан кейін балдар мысалы үйленді. Ал үйленген баланың ата-анасы болу қалай? Немереңіз болды, ата-әже болу қалай? Осының барлығы әрдайым үйрену өзіңізбен жұмыс істеу. Егер тәжірибе жеткілікті болғанда, Әйгерім, онда 20 жыл, 30 жыл бірге тұрып, ажырасулар болмайтын еді. Значит, 30 жыл бірге тұру ештеңке, ничего не значит, егер сіз ары қарай қарым-қатынаспен жұмыс істемесеңіз. Бір әйелден екінші я болмаса бір күйеуге кету, ол проблеманы шешпейді ғой. Адам өзінің проблемасын шешпейінше, иә? Иә. Көңілім қалды, қызы емес оқ қалды, сенің түсінбесің. Сен тастайым да басқасын алам, жасырағын алам, я болмаса ақылдысын алам деген сияқты ғой. Алды күні ғана бір түнгі сағат 2-3 кезінде бір хат келді. Сол кезде енді айтады, күйеуі мені жақсы көріп алды. Қазір мүлде мүмкін емес біздің қарым-қатынасымыз. Мен өте бақытсызбын. Өтіме бірнеше рет қол салғым келді, қол жұмсағым келді, бірақ қыздарымды аяймын. Мысалы, осындай шарасыз әйелдер өте көп, және олар жазады, ақыл сұрайды, бірақ сол күйеулерінен кете алмайды. Неге? Күйеуінен кете алмайды неге? Бұл жерде самооценканың төмендігі ең бірінші рөл. Самооценка төмен, өзіне сенімділік жоқ. Күйеуім болмаса мен өмір сүре алмаймын. Күйеуім болмаса жұрттар маған күледі. Күйеуімнен кетіп қалсам мен ұят болады. Қоғамда статусым түсіп кетеді. Как будто ол әйелдің күйеуінен басқа өмірінде ешқандай жетістігі жоқ. Как будто ол әйелдің өмірінде күйеуінен басқа оны бақытты қылатын ешқандай элемент жоқ. Тек қана күйеуіне қатты байланып қалғандықтан кете алмай осындай қорлыққа, осындай қиыншылыққа төзеп шыдап жүреді. Сондықтан, құрметті бізді тыңдап жатқан әйелдер, құрметті ханымдар,
ешқашан жеке басқа табынбаңыздар. Сіздің күйеуіңіз періште болуы мүмкін, енді идеальный күйеу болуы мүмкін, соның өзінде ешқашан оған табынмаңыздар. Мынандай қарым қатынаста болу керек қой, әйгерім, әрдайым әр минутта ажырасуға дайын қарым қатынаста болу керек. Ажыраса аламын, кете саламын, сенсіз де өмір сүре аламын, сенсіз де мен бақытты бола аламын. Мен сенімен қосылудың себебі, өзім итак бақыттымын, сен арқылы өзімді екі есе бақытты қылу үшін қосылдым мен, бақытсыз болу үшін емес. Жоқ, сонда қараңыз, сондай мына жерге мен ажыраса аламын, мен сен бақытты бола аламын десе, ол әйел я болмаса еркек сол қарым қатынасты бері кету үшін тырыспай қалмай ма? Тырыспай қалмайды. Мысалға мынандай үлгі берейін сізге. Мынау мысалға қаламсалғыш, стакан дейік. Бұл не? Металл, темір. Мысалы, осы қаламсалғышты қолданған кезде сіз былай да қолданасыз, былай да қолданасыз, лақтырасыз, тастай саласыз, құлап қалса ештеңе кетпейді. Неге? Өйткені берік және мықты екеніне сенесіз. Қалай болса солай қолдана бересіз. Ал мынау, мысалға фарфоровый стакан дейік, мысалы, немесе шиша стакан дейік, бұны сіз абайлап ұстайсыз. Неге? Құлап қалса сынып кетуі мүмкін. Сол сияқты ерлі зайыптылар да бір-бірімен тең құқылы болатын болса, әйелім менсіз де бақытты бола алады, күйеуім де менсіз де бақытты бола алады, жеке басымызбен, жеке тұлға, жеке адам ретінде біз емін еркін өмір сүре аламыз деген ойымызда болған кезде, біз қасымыздағы адамды көбірек қадірлейміз. Сынып қалмасын қарым қатынасымыз, бұзылып кетпесін қарым қатынасымыз. Осы адамды жоғалтып алу мүмкін, осыдан кетіп қалу мүмкін, осыдан сізмен өмір сүріп, жалғыз қалып қою мүмкін деп бір-бірімізді көбірек қадірлейміз. Ал егер қайда барады, 3 баламен, 4 баламен, бәріне шыдайды, бәріне қорғыла берем, одан кейін направо-налево жүре берем, көзге шөп сала берем, іше берем, қалған уақытында келем, не істейсің, кетесің ба, кет, қайда барасың, бәрібір жылап бара алмайтын білетін болса, онда ол қарым қатынасты және ол жолдасын қадірлемейді, құрметтемейді. Сол үшін хрупкий болған сайын адамдар абайлап ұстайды. Хрупкий болмаған кезде как попало қолдана береді. Әйел енді бәрібір ер азаматтан бір саты мен тұру керек, ердің айтқанын істеу керек, көну керек дегенді мына жаққа құйып тастаған ғой. Жаңа маған жататында хабарласатында әйелдер сондай да. Неше түрлі нәрсе айтқан кезде мен басым айналып, айтам, психологқа барыңыздар, хабарласыңыздар, онлайн кеңес бар қазір деп. Бірнеше адамға сіздің номеріңізді бердім. Олар қалай мен психологқа барам, не деп барам? Кәдімгі деп айтады. Мен одан да сізге айта салайыншы, маған оның қажеті қанша? Проблемаларым жетеді. Жалпы осы психологқа бару мәдениетін қалыптастыру керек, е? Соны қалай істесе болады? Мысалы, мен қаламаймын қазақтардың ажырасып жатқанын, отбасылардың жан-жаққа кетіп жатқанын, берік болғанын қалаймын. Сондықтан үнемі осы тақырып маған жақын, осыны айтып отырамын, е? Не деуге болады? Сол психологқа бар, одан да құрбыңды тыңдама, анаңа барып айтпа, енеңе барып айтпа, одан да психологқа барып айт деген нәрсені сіңдіре алмай келе жатырмын да көп әйелге. Осы мәдениетті қалыптастыру үшін кім айту керек ол? Оны біріншіден сізге рахмет, Әйгерім. Шын мәнінде осындай қоғам үшін маңызды қызықты тақырыптар әрдайым көтересіз. Мен сізді ниет бағдарламасынан да жақыннан танимын, білемін. Сол жердегі қаншама әлеуметтік проблемаларды көтеріп, сол шешім жолдарын ұсынасыз. Сіздің тәжірибеңіз өте үлкен. Сондықтан көбісі сізге хабарласады, ақылыңызды сұрайды, тәжірибеңізді сұрайды деймін. Ол өте жақсы нәрсе. Бұның құрметті көрермендер бұны былай қабылдау керек. Психологты бір дәрігер ретінде көру керек. Сіз мысалға дәрігерге барған кезде не үшін барасыз? Өзіңіздің проблемаңызды шешу үшін, яғни аурудан құтылу үшін, ем табу үшін барасыз. Және дәрігер ол емді сізге бере алу үшін кемінде 6 жыл, 10 жыл университет оқиды. Қаншама жыл жұмыс істеп тәжірибесі бар. Сіз сияқты қаншама пациенттері болған, соларды осы дәрімен емдеген. Психологтың да белгілі бір тәжірибесі, белгілі бір деңгейі болғандықтан, белгілі бір білімі болғандықтан, сіз сияқты проблемалардың ондаған, жүздеген, мыңдаған адамдармен кездескен, олардың шешуіне көмектескен. Сондықтан сіз кейбір кезде кішкентай бір көлшіктің ішіне түсіп, ойбай, батып бара жатырмын деп бөліп бара жатқан кезде, психолог сізге не істейді?
бұл бататындай ондай теңіз емес, құдық емес, бәрі жақсы, кел шыға қара көлшік, бұл нормально, өмірде болатын нәрселер. Оның орнына оны шешу үшін былай істеу керек деді, сізге қайта успокаивать етеді, сізді осы мәселеде өте қатты жеңілдеп қаласыз психологически. Соның эффектіне сеніп барып ақыл кеңес сұрау керек. Ал қалған адамдар ақыл кеңес бере алады ма? Бере алады. Яғни шын мәнінде өте дана кісілер бар, өте білімді кісілер бар, өте ақылды кісілер бар, тәжірибелі кісілер бар. Олар жақсы дұрыс кеңестер бере алады. Бірақ егер бұл жақын ортаңыздан болатын болса, онда ол жерде мәселенің объективтілігі қашады. Анаңыз болатын болса, қыз ретінде сіздің жақсыңызды ойлайды. Ойбай, қызым жоқ болмайды, там кел қайт дейді. Немесе наоборот, анасы ретінде сіздің анаңыз болса, өзінің абыройын ойлайды. Жоқ, қызым не басам да өлігін қайтсын, бар тұршы да өзін таңдадым деп жібереді. Өйткені ана ретінде қарап жатыр. Кейбір кезде сізді артық ойлайды, кейбір кезде өзін артық ойлайды. Объективность жоқ. Құрбылар тура солай сияқты. Сізге жаны шығғандықтан, да қоя сал, неғыласың, керек емес, жүре таста деп кейбір кезде керек емес, ондай артығымен кеңестер айту мүмкін. Сондықтан осыны маман қарастырған кезде ешқандай жақ ұстанбағандықтан және белгілі бір ғылыми тесттерге сүйене отыр, шын мәнінде қарым-қатынасыңызды бартыңыз камерада өткізеді, рентген сияқты. Сөйтіп рентген сияқты картинашы айтады, міне сіздің проблемаңыз мынау. Мынаны шешу үшін былай істеу керек, мынаны шешу үшін былай істеу керек, мынаны шешу үшін былай істеу керек. Болды. Қалған жерлері сау, қалған жерлері қолдануға болады. Ондай бір қатты ауру емес, ондай бір қатты қазір енді жиі кездеседі, пневмония емес, мысалы 30% поражен дейді, 20%, 50% поражен дейді. Соған қарап шешу жолдарын ұсынады. Кейбір кезде әрине идеально, в идеале вообще психологқа ерлі-зайыптардың бірге барған. Егер бір жақ келмейтін болса, онда бір жақта жұмыс істей алады. Яғни еш бармағаннан біреуін барған жақсы, біреу барғаннан екеу барған жақсы. Одан кейін мен байқағаным, мысалы, маған клиенттер келген кезде, мен жұп болып келген кезде ерлі-зайыптылардың бір-бірін тыңдауын қамтамасыз етемін. Жағдай жасаймын. Өйткені байқағаным, жалғыз қалған кезде күйеуі мен әйелі сөйлесе алмайды, эмоцияға беріліп кетеді, ашуланып кетеді, бір-бірін тыңдамай қояды, естімей қояды, ауыр сөздер айта бастайды. Вот сондай жерде оларға арбитр керек. Тоқта, күт, пауза, енді сен айт, енді сіз айтыңыз, мынаны айтқан түсіндіңіз ба? Я түсіндім, енді сіз айтыңыз. Мына жолдасын айтқан түсіндіңіз ба? Я түсіндім, енді сіз айтыңыз деген сияқты кәдімгідей базовый коммуникативный навыктар, скиллстар, дағдылар беру керек. Одан кейін бар, сондай ма, айтпайсың баяғы бері. Сондай ма, мен что-то ойламаппын, сондай мен түсінбеппін деп отырады. Яғни сөйлесе алмайды. Ал мысалы тура сондай себеппен сіз егер енеңізге барсаңыз, да, мысалға, окей, жақсы, ол арбитр ретінде тұрған өзінде, ол көбінесе олын жақтайды. Сондықтан объективный адамға барып, осы кеңесті, көмекті алу керек. Сонымен қатар айналаңыздағы адамдарға, яғни психолог пен психиатрды көп шатастырады. Психолог адамдарды тыңдап емдейді, проблемаларын шешуіне көмектеседі. Психиатр адамдарды дәрімен емдейді, уколмен емдейді. Даже бізде психологтардың арасында күшті не бар, андай өзіміздің бір әзіліміз бар. Чтобы не смеяться у психиатра, лучше поплакаться у психолога дейді. Психологқа барып, дерттің мұнын уақытылы айтып, жылап жеңілдей алмағандар, белгілі уақыттан кейін сол проблемаларға төзе алмай, миы ашып, ертең барып дәрімен емделетін халге келу мүмкін. Яғни крыша кетіп қалуы мүмкін. Ержан, жалпы психологқа психолог айтып жатады ғой. Иә, сіз өзіңіз қандай азаматсыз, үйде қандайсыз, әйеліңізге шынымен жақсы қарайсыз ба? Қазір кімнің әңгімесін тыңдап отырмыз? Қазір психолог Ержан Мырзабаевтың әңгімесін тыңдап отырсыз. Ал психологтың әңгімесі әсерлі болу үшін айтқан нәрселерді іске асыру өте маңызды. Яғни өмірдегі негізгі принциптердің біреуі ол істеген нәрсенді айт, айтқан нәрсенді істе. Сіз істейсіз? Иә, мен істеймін. Мен айтқан нәрселердің барлығын істеймін. Өйткені қазір дүние әлем өте кішкентай болып қалған. Сіз тікелей эфирлерде, семинарларда, теледидарда күшті әңгіме айтуыңыз мүмкін, бірақ екі күннен кейін кіммен қайда жүрсіз, не істеп жатсыз, барлығы қазір естіледі, көріледі, танылады.
мысалы кейбір кезде өзім ұялып қаламын, бір кафеге барсам, бір магазинге барсам, адамдар танып тұрады уже ыңғайсыз болып жатқан кезде. Сондықтан мынау айтқаны бір бөлек, істегені бір бөлек екен деп халықтың, адамдардың көңілі қалады мысалы. Сондықтан мен айтқан нәрсемді істеймін, істеген нәрсемді айтамын. Мысалға айтқан нәрсемді істеу маған оңай. Өйткені мен қарым-қатынас жақсы болу үшін не керек екенін айтып отырмын. Оны өзім пайдаланған кезде, шынымен күшті жұмыс істейді. Отбасы қарым-қатынаста, Құдайға шүкір, бақыттымыз, жолдасымызбен жақсы қарым-қатынастамыз, балдарымызға көңіл бөлеміз, уақыт өткіземіз, жақсы әке болуға тырысамыз. Дауысың жоғалып қалды. Ұрсасыздар ма? Ұрсамыз, иә. Ұрсамыз, ұрысқаннан конфликт табат етеміз. Белгілі бір мәселеге екі түрлі ой болады. Мен мысалы бір нәрсеге ақ деймін, ол жоқ, ол ақ емес, ол қара дейді. Сөйтіп ақ қара спорласамыз, пікір талас жүргіземіз. Одан кейін оказывается ақ да емес, қара да емес, мысалы серый екен мысалы. Айтқан кезде соған ортаға бір мәмілеге келеміз. Одан кейін мен отбасыда әрдайым ерлі зайыптан тең құқықты болуын қолдаймын, соны насихаттаймын. Тең болғандықтан предвзятость жоқ. Үлкен ұрыс, айқай-шу, төбелес не үшін шығады? Екеуінен біреуі тек қана менікі дұрыс деп ойлаған үшін. Егер сіз любой конфликтке, любой пікір таласқа тек қана менікі дұрыс деген оймен кіретін болсаңыз, онда ешкім жеңбейді ол жерде. Ал егер менің осындай ойым бар, мына кісінің ойын тыңдап көрейін, мүмкін оныңкі дұрыс шығар. Мүмкін менің ойламаған, байқамаған мәселелерім де бар шығар деп, сонда ашық ойыңызбен, ашық санаңызбен пікір таласқа, әңгімеге кірісетін болсаңыз, онда ортақ мәмілеге келуге болады. Кейбір кезде өз ойыңыздан да бар саталас. Шынымен мен ол жағын ойламаппын, сенікі дұрыс екен дейсіз, проблеманы сол жерде бітіресіз. Яғни еркектік намыс, өтірік тек қана әйеліне қарсы жүретін, немесе менікі ғана дұрыс болады, эгоизм, эгоцентризм, нарцизм дерден ұзақ болған сәтте әртүрлі тақырыпта белгілі бір мәмілеге келуге болады. Сондықтан Ержан Мырзабаев айтқан нәрсесін істейді, істеген нәрсесін айтады. Істеген нәрсемді көп тәжірибемен бөлісемін, оқыған нәрсемді іске асырамын, ол жерден ерекше былай айтқан кезде кайф аламын, удовольствие аламын, ләззат аламын. И негізгі менің идеям да сол. Осыны оқып, мен отбасы қармасы бақытты болып жатсам, неге басқалар болмасқа? Неге осы мәліметпен, біліммен, басқалармен бөліспеске? Іске асыру еш қиын емес, зато беретін жемісі өте мол. Енді Ержан, сіз оқыған мамансыз, сондықтан жаңағыдай қазір айтады, ойбай, ақыл үйреткіштер, ақыл айтқыштар көп кетті әлеуметтік желіде деп. Сіз оқыған мамансыз, кәдімгідей документ құжатыңыз бәрі бар ғой, көрермендерге бір ауыз айтып берсеңіз. Иә, бар. Менің негізгі мамандығым ағылшын тілі мұғалімі. Мен 13 жылдай мектепте жұмыс істедім. Соңғы 3 жылы 27 жасында мен мектеп директоры болдым. 17 жасынан бастап мен мектептерде жұмыс істедім. Университетте оқып жүрген кезде 27 жасында мектеп директоры болдым. 30 жасыма дейін. 30 жасынан кейін соңғы 5 жыл 2015-тен бастап отбасы психологиясына айналысып жатырмын. Мектепте жұмыс істеп жүрген кезде мен балдардың бойындағы қателіктер, кемшіліктер, мінез, мектептегі жүріс-тұрысы, өзіне деген сенімсіздікті байқайтын. Және соған байланысты үйлеріне барып, ата-аналармен танысатын, тұратын ортасын көретін. Сол жерде қатты әсерлендім. Егер отбасыда атмосфера жақсы болса, ондай балдар мектепте өзіне сенімді, көңілді, өмірге мәз мейрам болып жүреді. Прям бір отлично 5-ке оқымаса да, орташа оқиды, зато өмірде не керек екенін біледі. Ал қатты агрессивный балдар, ынжық, басылып қалған балдар отбасына барған кезде авторитар, тоталитарлы тәрбие, күйеу мен әйелін бір-бірін сыйламаушылық, құрметтемеушілік, суықтық, бір-бірін кекету, мазақтау сияқты іс-әрекеттер байқайсыз, көрінеді. Одан кейін соның нәтижесінде осындай болып жатыр деп ойлайсыз. Сөйтіп мен 2010 жылы Павлодар педагогикалық институт бар. Сол жерде педагогика психология мамандығына магистратураға оқуға түстім. 2 жыл магистратурамды оқып алдым. Сол жерде сол дипломды алып, одан кейін мен алғашқы семинарларымды сол жұмыс істеп жүрген мектебімде өткізе бастадым. Біз 90-да бір рет бүкіл ата-аналарды жинап, отбасы қарым-қатынас, бала тәрбиесі бойынша семинар өткізетінбіз кәдімгідей. Ата-аналар өте жақсы отзывтар ала бастадық. Одан кейін осы неге мектеп қабырғасымен шектелмей, жалпы жаймасқа деп 2015 жылы мен Алматыға келіп жұмыс істей бастадым.
Алматыда отбасы KZ, Центр семейного благополучия болатын, жанұя жарасының орталығы. Сол жерде директор және ведущий психолог болып жұмыс істей бастадым. Сол жерде істедім. Одан кейін 2018 жылы мен Америкаға барып, білімді жетілдіру мақсатында Америкаға барып, сол жерде оқып қайттым. Ол жерде дүниеде отбасы қарым-қатынасты зерттеу бойынша алғашқы 10-қа кіретін атақты Готман институты бар. Олар 40 жылдан бері отбасы қарым-қатынас зерттеп келе жатыр мысалы. Олардың күшті методологиялар бар. Соны барып, напрямую Америкадан оқып келдім. Одан кейін Европада стажировкада өттім. Және қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осы жерде жұмыс істеймін. Бір жыл Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істедім. Ол жерде тоже жобаны жүргіздік, әлеуметтік жобаны. Сондықтан жалпы осы білім жағын айтатын болсақ, тәжірибе жағын. Көрдім, жақсы білемін, ертең кім екеніңізді, қайда оқыдыңыз? Мен көрермендерге ақпарат болсын деп айтып жатырмын. Өйткені жалпы сыншы көп қой. Қазір бұл эфирді көріп отырғандар, ой, кім көрінген айтып кетті, ақыл айтып кетті деп айтуға әбден мүмкін. Мен сізден тағы сұрайын деп отырғаным, қазір мынау онлайн өмір қаншалықты әйел мен ер азаматтың қарым-қатынасына әсер етіп жатыр? Оның зияны мен пайдасы қандай? Өйткені әйелдерден көп естиміз қазір, күйеулеріміз телефоннан түспейді, көңіл бөлмейді, жұмыстан келеді телефон, дәретханаға кіреді телефон, балаға қарамайды, менімен артық сөйлеспейді, қарым-қатынас суып кетті деп көп айтады. Сосын виртуалды өмір басқа ғой, онлайн өмір, осындай не істеу керек деп жатыр да, соның пайдасы мен зияны. Бірінші зиян айтып кетейік. Бірінші зиян айтып кетейік. Ұзақ уақыт сіз онлайн түрде қарым-қатынас құруыңыз, ұзақ уақыт бір-біріңізбен тірі живой общениенің болмауы, бұл ерлі-зайыптылардың эмоционалды бір-бірден ұзақтап кетуіне алып келеді. Одан кейін ұзақ уақыт телефонда отырғаннан кейін сіз адамның белгілі қажеттіліктері бар, мысалы эмоциялық қажеттіліктері бар, психологиялық қажеттіліктері бар, физиологиялық қажеттіліктері бар, мысалы араласу, қарым-қатынас құру қажеттілігі бар. Егер сіз әрдайым телефон ішінде болатын болсаңыз, онда сол қажеттіліктерді де телефоннан көре бастайсыз. Ол мысалға порнографиялық сайттардан бастап, біреумен танысу, араласу, сайт знакомствоға кіріп кету, біреумен перепискада отыру деген сияқты өзіңіздің виртуальный онлайн бөлек бір әлемге кетіп қаласыз. Өйткені сіздің негізі қарым-қатынас құру қажеттілігі бар, араласу, сөйлесу қажеттілігі бар, бірақ сіз оны күнделікті өмірде қасыңыздағы жолдасыңызбен өткізбегендіктен, істемегендіктен сіз виртуалды әлемге соған кіріп кетесіз. Ал виртуалды әлемге кіріп кеткен Лама. Қошақан. Жаным. Кәусер, Алиханды алдамайсың ба сен? Жаным. Алиханды алып кетші. Керек, тиме қазір. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Жақсы. В этот раз жақсы сияқты әйтеуір. Кедер кетпесе, бәрі жақсы болады. Жоқ, жақсы болады деп ойлаймын, бұйырса. Демалысыз қалай өтіп жатыр? Жақсы жағып жатқан сияқты ғой. Күшті ма? Ой, тема. Қалай қымбат көреді. Бүгін мен сіздерге алдын ала ескертіп жасадым. Нақты сөйлейтін, нақты фактілерді беретін Ержан мырзаны мен білемін. Ұнайды маған, сонда сіздерге шақырып отырмын. Ана жолы сәтсіз болған интернеттің қайталайық деп шешті. Сондықтан эфирге қосылып, кешкі шай ішіңіздер. Уақытқа қояйын деп уақыт қой тез рахмет Айгерім. Сұрақтар бола берсін бе? Маған разница жоқ, сізге қалай ыңғайлы болатын болса, бола берсе де болады, алып тастасаңыз да болады. Егер сұрақтарыңыз дайын болса, алып тастауға болады, жауап бере беретіндей. Жоқ, көрермендерден, оқырмандардан сұрақ алайық десеңіз, тағы қосып қоюға болады. Может, басында өшіріп, кейін қосып қоюға да болады. Қалай сізге ыңғайлы? Көрермендерден міндетті түрде болады сұрақтар.
орта тұсына қарай келген кезде, иә? Жақсы. Менің дауысым дұрыс болмай жатыр. Мен сізді естіп жатырмын. Мен де өзім күшті естіп тұрмын. Жоқ дейді, неге дауыс жоқ? Менде тұр, бәрі дұрыс. Иә. Рас деп қойсайшы, микрофонға рас деп бір тек. Рас деп па? Дәрет. Бұрын тойларда сөйтеді ғой. Қолмаста отырайын мүмкін, неге? Қазір осылай естіле ме? Естіліп жатыр. Ешқандай помеха жоқ та? Ане көрдіңіз бе, Әйгерім ханым арасында дауысы естілмейді дейді. Дауыс дұрыс емес дейді. Енді естіледі деп жатыр. Демек, жоғалып кетіп жатыр дауысыңыз дейді, неге? Ай, Құдайым-ай, естиді. Біреулер жақсы естіліп тұр ғой дейді, я естіледі дейді, жақсы шығып тұр дейді. Әркімде әртүрлі өздерінің интернеттеріне байланысты шығар. Солай шығар, иә? Енді естілді дейді, онда қолмаста отырайын осылай. Ержан ханым дейін даусыңыз өзіңізде керемет әдемісіз. Дауыс жоқ Әйгерім дейді, не істемейді, жарайды, пока тұра берсін. Вдруг қазір естімей қалған, білмей қаламыз, иә? Менің сұрағым, Ержан мырза, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген сөзді көп естиміз, иә? Расында да маман ретінде, психолог маман ретінде айтыңызшы, жаман әйел қайдан шығады? Қыз кезінде бәрі жақсы. Бұл жердегі қыз кезіндегі жақсы халмен жаман әйелді екеуін салыстырған дұрыс емес. Просто қыз кезіндегі араласу, қыз кезіндегі қарым-қатынас, қыз кезіндегі көтерілетін тақырыптар, сөйлесетін әңгімелер мүлдем басқа болады. Ал уже ерлі зайыпты жар болып, әйел болып сөйлескен темалар мүлде басқа болады. Қыз кезіңізде жігітке қойылатын талаптар басқаша болады. Үйленгеннен кейін әйел ретінде оның еркекке қоятын талаптар басқаша болады. Сондықтан көп ер кісілер осы айырмашылықты түсінбегендіктен үйленгеннің өзінде әйелінен әлі қыз кезіндегі қарым-қатынас болуын қалайды. Қыз кезіндегі сол келіншек болуын қалайды. Но на самом деле айтқан кезде ол жердегі әңгімелер мен заботалар, проблемалар басқаша, үйленгеннен кейін әйел ретінде оның проблемасы басқаша. Қыз кезінде қызға жігіттен не керек? Аптасынан бір рет свиданияға шақырсын, киноға апарсын, гүл берсін, жақсы көрем десін, смс жасын, сол керек, болды, басқа ештеңе керек емес. Ал үйленгеннен кейін белгілі бір құқықтар пайда болады, ерлі зайыптар арасында белгілі бір жауапкершілік пайда болады. Сол құқықтар мен жауапкершіліктің негізінде әйелдің күйеуіне деген талаптары басталады. Бұрын мен сенің қыз кезімде қайда жүрсің, кіммен жүрсің, не істеп жатсың, қатты жұмысың болмайтын. Бірақ енді сен жарым болғаннан кейін сенің мен алдында белгілі бір жауапкершіліктерің бар. Қайда жүрсің, неге кешіктің, уақытын неге келмейсің, жұмыс істемейсің ба, ақша таппайсың ба, бала-шағаны асырамайсың ба, бізге көңіл бөлмейсің ба, уақыт өткізесің ба деген талаптар болады. Осы талаптардың арқасында, осы талаптардың кесірінен көп жігіттер сен қыз кезінде жақсы едің, әйел болғаннан кейін жаман болдың дейді. Немесе үйленгеннен кейін маска шешіліп кетті, оказывается талаптары көп екен дейді. Сөйтіп екеуінің айырмашылығын түсінбейді. Мысалы, әйел де айтуы мүмкін, жігіт кезінде жақсы едім, үйленгеннен кейін жаман күйеу болдым деп айтуы мүмкін. Өйткені жігіт кезінде аптасына 2-3 рет кездесесің, қыздан не керек? Ой, әйтеуір мен қолымды ұстасып, қасында отырсам болды, бүкіл жігіттің арманы сол. Ал үйленгеннен кейін тамақ істедің ба, кір жудың ба, балдар не болды, жағдайын жасадың ба, туысқандар келді, қонақ күт деген әйелге талаптар көбейе бастады. Соған әйел қарап, жігіт кезінде жақсы едің, сен что-то күйеу кезінде жаман екенсің деп салыстыратын болса, ол дұрыс емес болады. Бұл жерде адамдардың жақсы жаман болып кетуі емес, менің ойымша, екі түрлі қарым-қатынасты салыстыру қате. Сонымен жаңағыдай расында да жігіт кезінде керемет сөз айтып жүрген жігіттер үйленіп алғаннан кейін тоже өзгереді, иә? Иә, өзгереді. Бір жағынан өзгергені дұрыс, өйткені ол табиғи заңдылық. Біз әрдайым қыз жігіт ретінде жүре алмаймыз. Бірақ екінші жағынан үйленгеннен кейін жауапкершілік, құқық, қарым-қатынас артады. Бірақ қыз кезінде, қыз жігіт болып жүрген кезіндегі романтикалық моменттерді үйленгеннен кейін де жалғастыруға болады негізі.
Иә, сол әдемі қарым қатынасты неге сақтап қалмасқа? Оны сақтауға болмайды ма? Болады, Сақтау үшін болады. не істеу керек? Қалай жұмыс істеу Болады. керек? Өте оңай. Үйленгеннен кейін отырып ерлі зайыптылар, мысалы біз үйленгеннен кейін қанша уақыт жүрдіңіздер? 1 ай жүрдіңіздер, 6 ай жүрдіңіздер, 1 жыл жүрдіңіздер, 5 жыл жүрдіңіздер. Әркімдікі әртүрлі. Мысалға жүріп жүрген кезде не ұнайтын еді, соның тізімін шығару керек. Біз қыз жігіт болып жүрген кезде сенімен киноға барған ұнайтын еді, паркта қыдырған ұнайтын еді, кафеге барған ұнайтын еді деген сияқты ұнайтын іс әрекеттерді жазып шығу керек та. Үйленгеннен кейін біз осыларды неге істемейміз? Істеуге не кедергі? Кәнеке істеп көрейік деп соған талпыну керек. Сол кезде қыз жігіт кезіндегі әдеттерді жалғастыратын болса, эмоциялық тұрғыдан, махаббат тұрғыдан, сүйіспеншілік тұрғыдан қыз жігіт болып ары қарай қала береді, сол қарым қатынасты сақтап қалады. Екіншіден, жалпы үйленгеннен кейін сол қарым қатынастың болмауының ең үлкен себебі біз күнделікті тұрмыстық өмірге қатты беріліп кетеміз. Үй, бала шаға, кредит, жұмыс, тамақ, іс-әрекеттер, қонақтар, туысқандар, басқалар үшін көп өмір сүріп кетеміз. Мысалы, қыз жігіт кезінде әйтеуір қызын көрсе болды, әйтеуір жігіті келсе болды, екеуін ғана ойлайтын еді. Ал үйленгеннен кейін екеуінен басқа бәрін ойлай бастайды. Бұл жерде өте үлкен қателік жасалады. Негізі үйленгеннен кейін де күйеу бірінші орынға әйелін қою керек, әйелі бірінші орынға күйеу қою керек. Сол кезде екеуінің арасында қарым қатынас сақтап қалады. Және бір-бірін үйленгеннен кейін бір-бірін жиі свиданияға шақырып тұру керек. Біз ойлаймыз, что махаббат, сүйіспеншілік, любовь, құмарлық, страсть, бұлардың барлығы өзінен өзі болатын нәрсе. Жоқ, любой қарым қатынас бұл түбі тесік стакан сияқты. Сіз қанша құйсаңыз да, астынан ол кішкентай бір тесік бар, тесіктен бәрі ағып түсе береді. Сондықтан қашан сіз қарым қатынас бойынша жұмыс істеуді тоқтатсаңыз, қашан сіз өміріңіздегі романтиканы, махаббаттың болуын тоқтатсаңыз, сондай іс-әрекетті, іс-шаралар жасамай қойсаңыз, онда қанша махаббатпен тасып тұрсаңыздар да, қанша бір-біріңізбен өлең күйініп үйленсеңіз де, үйленгеннен кейін жалғастырмаған кезде осының бәрі азайып түбінде дым қалмай. Сондықтан оған дейінгі істеу керек. Мысалы, көбінесе қазір біз шапқылап жүрген, отбасын сақтау үшін тырысып жүрген, тренингтарға барып жүрген, әйтеуір бір нәрсені қарап ізденіп жүрген әйелдерді көреміз көп жағдайда. Әйел ғана тырысып шаба беру керек па сонда? Жоқ. Бұл жерде ерлі зайыптылар бірге шапқылау керек, бірге жұмыс істеу керек, бірге араласу керек, бірге оқу керек, бірге жетілдіру керек. Және мысалы әйел кісілерде қарым қатынаста ерлі зайыптылар бірге жұмыс істеу керек, бірге араласу керек. Бізде просто жалпы қоғамда сондай бір стереотип қалыптасқан. Отбасының ұйытқысы әйел, отбасы бақыты әйелге байланысты. Әйел қандай болатын болса, еркек сондай болады. Жақсы әйел еркекті төрге, жаман әйел еркекті көрге сүйрейді деген сияқты. Осындай мақал мәтелдердің жалпы ұлттық сананың, стереотиптердің әйелге давлениясы бар. Одан кейін әйел не істейді? Қарым қатынаста сәл бір проблема туындаған кезде, значит, мен жаманмын, значит, менде что-то не то, значит, өзімді өзгертуім керек дейді, кінәні өзінен іздей бастайды. Сөйтіп өзінен іздей бастағаннан кейін әртүрлі тренингтер, кітаптар, семинарлар, оқулар, дайындылар жетілдіреді. Бірақ бір жағынан өзін жетілдірген жақсы әрине. Бірақ екінші жағынан сіз білім алған сайын, оқыған сайын, өзіңіз жетілдірген сайын күйеуіңіздің де қателіктерін қатты байқай бастайсыз. Күйеуіңіздің де кемшіліктерін көреді. Ол қалып қойып жатыр. Өйткені сіз отбасыда былай болу керек, былай істеу керек, мынандай қарым қатынас болу керек деп жоғары стандарттарды үйреніп жатсыз, ал күйеуіңіз ол стандарттарды білмейді. Ол техникалардан, ол психологиядан ешқандай хабары жоқ, мүлдем ұзақ. Сөйтіп ол сол деңгейде қалып қояды. Ал сол деңгейде қалып қойғаннан кейін ол белгілі уақыттан кейін проблема болады. Сондықтан бізді тыңдап жатқан әйел кісілер бар болса, бүкіл тренингтерге жалғыз өзіңіз шапқылап жүре бермей, қасыңызға күйеуіңізді ертіп жүріңіздер. Қасыңызда жолдасыңызды алып жүріңіздер. Первую очередь, отбасылық қарым қатынас жақсы болған кезде ең бірінші еркектер ұтады. Ең бір, даже әйелдің өзінің бақытты болуы, күшті семья болуынан бір бөлек, осының барлығынан ер кісілер ұтады.
Сондықтан осындай тренингтерді, семинарларды жалпы ер кісілерді көбірек тарту, көбірек шақыру керек. Бармайды ғой олар. Бармайды ғой деп біз өзімізді солай сендіріп қойғанбыз. Өйткені бір рет айттық, барған жоқ, екі рет айттық, барған жоқ, үшіншісінде бармасам барма, өзім бара саламын дейміз. Бірақ күйеуіміздің тренингке баруын сұраған кезде бір шуба сұрағандай сұрадық па? Бір телефон сұрағандай сұрадық па? Бір бриллиант сұрағандай сұрадық па? Бір сыйлық сұрағандай сұрадық па? Мысалға бір әйел кісі негізі вообще қалай сұрайды негізі? Оған байланысты бөлек тренинг өткізу керек. Но жалпы психологиялық тұрғыдан мынаны біліңіздер, еркектің әйелге деген белгілі бір әлсіздігі бар. Белгілі бір осалдығы бар, бір слабость, бір уязвимость бар. Өйткені ол анасына қарсы әлсіз, әйеліне қарсы әлсіз, қыз болса қызына қарсы әлсіз болады. То есть противоположный полға әрдайым ер кісінің, әйел кісінде сондай белгілі бір әлсіздік бар. Сонда сол әлсіз точкасын тауып, сол точкасынан басып семинарға келтіру керек. Яғни мысалға бір өзіңізге бір шуба, мысалы әйел кісі шуба таңдаған кезде не істейді? Бұны жоспарлайды. Қыз келе жатыр, жаңа сезон келе жатыр, нормальный шуба алып қалу керек, жұттан ұят болады. Одан кейін бір ай, екі ай бұрын бұның планын құра бастайды. Жаным, қалайсың, көңіл күйің жақсы ма? Қараш, әдемі шубалар жүр екен, біреуді алып береге деген сияқты. Мен кішкене ескеріп қалды. Миды қатырмай өткен жылы ғана алдық қой, алмаймын саған шуба дейді. Жақсы дейді. Одан кейін жағдайын жасап, көңіл мазасы болып жүреді. Не оқып, неге көңіл күй жоқ? Жоқ, ештеңе емес дейді. Неге көңіл жоқ? Жоқ, ештеңе. Айтсайшы, неге назан жоқ деген кезде, сол енді шубам ескеріп қалды, білмеймін, енді қонаққа қалай барамын, жұрттың алдына қалай шығамын, ұят болды ғой деп мысалға көңілін алуға тырысады. Одан кейін, ал жарайды, ойланып көрейік дейді. Одан кейін сөйтіп қайта миына құю арқылы, айту арқылы, осы шубаның өзіне қаншалықты маңызды керекті екенін түсіндіре беру арқылы күйеу сонда бәрібір сол шубаны әпереді. Кредитке барып алса да шуба алып береді. Қалай? Қайта айта беру керек, қайта түсіндіре, қайта жеткізе беру керек. Сол кезде ер кісілерде психологқа бару, қарым-қатынас бойынша жұмыс істеу және осындай отбасы қарым-қатынас жақсартатын тренингтерден өтудің пайдасын көреді. Бұны немен салыстыруға болады? Мысалы, егер жолдасыңыз, әйел кісінің жолдасы кәсіпкер болатын болса, көп кәсіпкерлер қазір Құдайға шүкір бизнеске байланысты әдебиет оқи бастады, кітап оқи бастады, тренингтерге оқи. Не үшін? Бай болғысы келеді. Не үшін? Нәтижесін көргісі келеді. Сен бизнес тренингтер арқылы бизнесін жақсарды ма, сауатын артты ма, көзін ашылды ма, тура сол сияқты біздің қарым-қатынасты да жаңа бір деңгейге шығару үшін, күнделікті өмірдің, қоршаған ортаның кері әсерінен құтылу үшін біз де қарым-қатынас бойынша жұмыс істеуіміз керек. Осылай көндіру керек. Немесе күйеуіңізге екі вариант ұсынасыз. Окей, сен жұмысың көп, уақытың жоқ. Мүмкін былай 1 сағат, 2 сағат, 2-3 күн семинарға бара алмайтын шығарсың. Тогда келісу керек. Или мен қатсам, сен мені тыңдайсың, или бірге қатсамыз. Кейбір кезде ерлі-зайыптардың біреуі осы салада қабілетті болады, психология саласына жақын болады, алған мәліметті әйелімен, күйеуімен бөліседі. Оказывается, мен күйеу ретінде былай істеуім керек, сен әйел ретінде былай істеуің керек. Оказывается, екеумізде өткен ұрыстың себебі осы екен. Соны қайталамау үшін былай жасайық деп біліммен бөлісіп отырады. Егер ер кісі соған ашық болатын болса, онда бірге қатысудың керегі жоқ. Атап қарым-қатынас бойынша екеуі бірге жұмыс істеу керек. Үнемі істей беру керек. Ол 40-қа келсін, 60-қа келсін, иә? Иә, отбасылық өмірде тәжірибе көп пайдасы тигізбейді. Мысалға, келіп айтып, біз 10 жыл біргеміз, 20 жыл біргеміз, 30 жыл біргеміз, бірақ мысалға 10 жыл бірге болған семьяны қарайтын болсақ, 11-ші жыл өмірлерінде бірінші рет болып жатыр. То есть сіз до этого бір 20-30 жыл өмір сүріп, екінші рет үйленіп, немесе үшінші рет үйленіп, сол кезде мен 10 жылдық проблемаларды білемін, 15 жылдық проблемаларды білемін, 20 жылдық проблемалар басынан өтті, ол жерде не істеу керек екенін білемін деп айта алмайсыз. Сіз үшін 10 жыл бірге болған кезде 11-ші жыл бірінші рет болып жатыр. 20 жыл бірге болған кезде 21-ші жыл бірге болып жатыр. 30 жыл бірге болған кезде 31-ші жыл бірге болып жатыр. Және уақыт өткен сайын өміріңізге жаңа элементтер қосылып жатыр. Мысалға, бала жоқ кезде 1-2 жыл тұру мүлдем басқа тәжірибе. Бала дүниеге келгеннен кейін қарым-қатынас басқа бір деңгейге шығады. 3 бала болғаннан кейін басқа деңгейге шығады. Балдар переходной возрастқа келген кезде басқа деңгейге шығады.
переходной возраст, мысалы өтпелі кезең, бұл тек қана баламен ата ананың проблемасы емес. Өтпелі кезеңде балалар ата аналарын өте қатты сынайды, критиковать етеді. Сол кезде олар қарым-қатынаспен қайтаға берік болып, жақын болып, переходной возрасттағы балаларға дұрыс үлгі көрсете алу керек. Әйтпесе егер қате кемшіліктерін көретін болса, не әкесін сыйламайды, не шешесін сыйламайды. Ол бірінші рет. Одан кейін балалар мысалы үйленді. Ал үйленген баланың ата-анасы болу қалай? Немереңіз болды, ата-әже болу қалай? Осының барлығы әрдайым үйрену өзіңізбен жұмыс істеу. Егер тәжірибе жеткілікті болғанда, Әйгерім, онда 20 жыл, 30 жыл бірге тұрып, ажырасулар болмайтын еді. Значит, 30 жыл бірге тұру ештеңке, ничего не значит, егер сіз ары қарай қарым-қатынаспен жұмыс істемесеңіз. Бір әйелден екінші я болмаса бір күйеуге кету, ол проблеманы шешпейді ғой. Адам өзінің проблемасын шешпейінше, иә? Иә. Көңілім қалды, қызы емес болып қалды, сенің түсінбесің. Сен тастаймын да басқасын алам, жасырағын алам, я болмаса ақылдысын алам деген сияқты ғой. Алды күні ғана бір түнгі сағат 2-3 кезінде бір хат келді. Сол кезде енді айтады, күйеуі мені жақсы көріп алды. Қазір мүлде мүмкін емес біздің қарым-қатынасымыз. Мен өте бақытсызбын. Өтіме бірнеше рет қол салғым келді, қол жұмсағым келді, бірақ қыздарымды аяймын. Мысалы, осындай шарасыз әйелдер өте көп, және олар жазады, ақыл сұрайды, бірақ сол күйеулерінен кете алмайды. Неге? Күйеуінен кете алмайды неге? Бұл жерде самооценканың төмендігі ең бірінші рөл. Самооценка төмен, өзіне сенімділік жоқ. Күйеуім болмаса мен өмір сүре алмаймын. Күйеуім болмаса жұрттар маған күледі. Күйеуімнен кетіп қалсам мен ұят болады. Қоғамда статусым түсіп кетеді. Как будто ол әйелдің күйеуінен басқа өмірінде ешқандай жетістігі жоқ. Как будто ол әйелдің өмірінде күйеуінен басқа оны бақытты қылатын ешқандай элемент жоқ. Тек қана күйеуіне қатты байланып қалғандықтан кете алмай осындай қорлыққа, осындай қиыншылыққа төзеп шыдап жүреді. Сондықтан құрметті бізді тыңдап жатқан әйелдер, құрметті ханымдар, ешқашан жеке басқа табынбаңыздар. Сіздің күйеуіңіз періште болуы мүмкін, енді идеальный күйеу болуы мүмкін. Соның өзінде ешқашан оған табынмаңыздар. Мынандай қарым-қатынаста болу керек қой, Әйгерім. Әр минутта ажырасуға дайын қарым-қатынаста болу керек. Ажыраса алам, кете салам, сенсіз де өмір сүре алам, сенсіз де мен бақытты бола алам. Мен сенімен қосылудың себебі, өзім итак бақыттымын, сен арқылы өзімді екі есе бақытты қылу үшін қосылдым мен, бақытсыз болу үшін емес. Жоқ, сонда қараңыз, сондай мына жерге мен ажыраса аламын, мен сен бақытты бола аламын десе, ол әйел я болмаса еркек сол қарым-қатынасты бері кету үшін тырыспай қалмай ма? Тырыспай қалмайды. Мысалға, мынандай үлгі берейін сізге. Мынау мысалға қаламсалғыш, стакан дейік. Бұл не? Металл, темір. Мысалы, осы қаламсалғышты қолданған кезде сіз былай да қолданасыз, былай да қолданасыз, тастай саласыз, құлап қалса ештеңе кетпейді. Неге? Өйткені берік және мықты екеніне сенесіз. Қалай болса солай қолдана бересіз. Ал мынау, мысалға фарфоровый стакан дейік, мысалы, немесе шиша стакан дейік, бұны сіз абайлап ұстайсыз. Неге? Құлап қалса сынып кетуі мүмкін. Сол сияқты ерлі зайыптылар да бір-бірімен тең құқылы болатын болса, әйелім менсіз де бақытты бола алады, күйеуім де менсіз де бақытты бола алады, жеке басымызбен, жеке тұлға, жеке адам ретінде біз емін еркін өмір сүре аламыз деген ойымызда болған кезде, біз қасымыздағы адамды көбірек қадірлейміз. Сынып қалмасын қарым-қатынасымыз, бұзылып кетпесін қарым-қатынасымыз. Осы адамды жоғалтып алу мүмкін, осыдан кетіп қалу мүмкін, осыдан сізмен өмір сүріп, жалғыз қалып қою мүмкін деп бір-бірімізді көбірек қадірлейміз. Ал егер қайда барады, 3 баламен, 4 баламен, бәріне шыдайды, бәріне қорғыла берем, одан кейін направо-налево жүре берем, көзге шөп сала берем, іше берем, қалған уақытында келем, не істейсің, кетесің ба, кет, қайда барасың, бәрібір жылап бара алмайтын білетін болса, онда ол қарым-қатынасты және ол жолдасын қадірлемейді, құрметтемейді. Сол үшін хрупкий болған сайын адамдар абайлап ұстайды. Хрупкий болмаған кезде как попало қолдана береді. Әйел енді бәрібір ер азаматтан бір саты
еркімен тұру керек, ердің айтқанын істеу керек, көну керек дегенді мына жаққа құйып тастаған ғой. Жаңа маған жазатында хабарласатында әйелдер сондай да. Неше түрлі нәрсе айтқан кезде мен басым айналып айтам, психологқа барыңыздар, хабарласыңыздар, онлайн кеңес бар қазір деп. Бірнеше адамға сіздің номеріңізді бердім. Олар қалай? Мен психологқа барам, не деп барам? Кәдімгідей деп айтады. Мен одан да сізге айта салайыншы, маған оның қажеті қанша? Проблемаларым жетеді. Жалпы осы психологқа бару мәдениетін қалыптастыру керек, е? Қалай? Соны қалай істесе болады? Мысалы, мен қаламайым қазақтардың ажырасып жатқанын, отбасылардың жан-жаққа кетіп жатқанын, берік болғанын қалаймын. Сондықтан үнемі осы тақырып маған жақын, осыны айтып тұрамын, е? Не болады? Сол психологқа бар, одан да құрбыңды тыңдама, ағаңа барып айтпа, енеңе барып айтпа, одан да психологқа барып айт деген нәрсені сіңдіре алмай келе жатырмын да көп әйелге. Осы мәдениетті қалыптастыру үшін кім айту керек ол? Оны біріншіден сізге рахмет, Әйгерім. Шын мәнінде осындай қоғам үшін маңызды, қызықты тақырыптар әрдайым көтересіз. Мен сізді ниет бағдарламасынан да жақыннан танимын, білемін. Сол жердегі қаншама әлеуметтік проблемаларды көтеріп, сол шешім жолдарын ұсынасыз. Сіздің тәжірибеңіз өте үлкен. Сондықтан көбісі сізге хабарласады, ақылыңызды сұрайды, тәжірибеңізді сұрайды деп, ол өте жақсы нәрсе. Бұның құрметті көрермендер, бұны былай қабылдау керек. Психологты бір дәрігер ретінде көру керек. Сіз мысалға дәрігерге барған кезде не үшін барасыз? Өзіңіздің проблемаңызды шешу үшін, яғни аурудан құтылу үшін, ем табу үшін барасыз. Және дәрігер ол емді сізге бере алу үшін кемінде 6 жыл, 10 жыл университет оқиды. Қаншама жыл жұмыс істеп тәжірибесі бар. Сіз сияқты қаншама пациенттері болған, соларды осы дәрімен емдеген. Психологтың да белгілі бір тәжірибесі, белгілі бір деңгейі болғандықтан, белгілі бір білімі болғандықтан, сіз сияқты проблемалардың ондаған, жүздеген, мыңдаған адамдармен кездескен, олардың шешуіне көмектескен. Сондықтан сіз кейбір кезде кішкентай бір көлшіктің ішіне түсіп, ойбай, батып бара жатырмын деп бөліп бара жатқан кезде, психолог сізге не істейді? Бұл бататындай ондай теңіз емес, құдық емес, бәрі жақсы, кел шығар, қара, көлшік, бұл нормально, өмірде болатын нәрсе. Оның орнына оны шешу үшін былай істеу керек деді, сізге қайта успокаивать етеді, сізді осы мәселеде өте қатты жеңілдеп қаласыз психологически. Соның эффектіне сеніп барып ақыл кеңес сұрау керек. Ал қалған адамдар ақыл кеңес бере алады ма? Бере алады. Яғни шын мәнінде өте дана кісілер бар, өте білімді кісілер бар, өте ақылды кісілер бар, тәжірибелі кісілер бар. Олар жақсы дұрыс кеңестер бере алады. Бірақ егер бұл жақын ортаңыздан болатын болса, онда ол жерде мәселенің объективтілігі қашады. Анаңыз болатын болса, қыз ретінде сіздің жақсыңызды ойлайды. Ойбай, қызым жоқ болмайды, кел қайт дейді. Немесе наоборот, анасы ретінде сіздің анаңыз болса, өзінің абыройын ойлайды. Жоқ, қызым не басам да өлігін қайтсын, бар тұршы да өзін таңдадым деп жібереді. Өйткені ана ретінде қарап жатыр. Кейбір кезде сізді артық ойлайды, кейбір кезде өзін артық ойлайды. Объективность жоқ. Құрбылар тура солай сияқты. Сізге жана шығғандықтан, да қоя сал, неғыласың, керек емес, жүре таста деп кейбір кезде керек емес, ондай артығымен кеңестер айту мүмкін. Сондықтан осыны маман қарастырған кезде ешқандай жақ ұстанбағандықтан және белгілі бір ғылыми тесттерге сүйене отыр, шын мәнінде қарым-қатынасыңызды бартыңыз сканерден өткізеді, рентген сияқты. Сөйтіп рентген сияқты картинашы айтады, міне сіздің проблемаңыз мынау. Мынаны шешу үшін былай істеу керек, мынаны шешу үшін былай істеу керек, мынаны шешу үшін былай істеу керек. Болды. Қалған жерлері сау, қалған жерлерін қолдануға болады. Ондай бір қатты ауру емес, ондай бір қатты қазір енді жиі кездеседі, пневмония емес, мысалы 30% поражен дейді, 20%, 50% поражен дейді. Соған қарап шешу жолдарын ұсынады. Кейбір кезде әрине идеально, в идеале вообще психологқа ерлі-зайыптардың бірге барғаны. Егер бір жақ келмейтін болса, онда бір жақта жұмыс істей алады. Яғни еш бармағаннан біреуін барған жақсы, біреу барғаннан екеу барған жақсы. Одан кейін мен байқағаным, мысалы, маған клиенттер келген кезде, мен жұп болып келген кезде ерлі-зайыптылардың бір-бірін тыңдауын қамтамасыз етемін. Жағдай жасаймын. Өйткені байқағаным, жалғыз қалған кезде күйеу мен әйелі сөйлесе алмайды.
эмоцияға беріліп кетеді, ашуланып кетеді, бір-бірін тыңдамай қояды, естімей қояды, ауыр сөздер айта бастайды. Вот сондай жерде оларға арбитр керек. Тоқта, күт, пауза, енді сен айт, енді сіз айтыңыз, енді сіз айтыңыз. Мынаны айтқан түсіндіңіз ба? Иә, түсіндім. Енді сіз айтыңыз. Мына Жолдас айтқан түсіндіңіз ба? Иә, түсіндім. Енді сіз айтыңыз деген сияқты кәдімгідей базовый коммуникативный навыктар, скиллстар, дағдылар беру керек. Одан кейін бар, сондай ма, айтпайсың баяғы бері. Сондай ма, мен что-то ойламаппын, сондай мен түсінбеппін деп отырады. Яғни сөйлесе алмайды. Ал мысалы тура сондай себеппен сіз егер енеңізге барсаңыз, да, мысалға, окей, жақсы, ол арбитр ретінде тұрған өзінде, ол көбінесе ұлын жақтайды. Көбінесе ұлын жақтайды. Сондықтан объективный адамға барып, осы кеңесті, көмекті алу керек. Сонымен қатар айналаңыздағы адамдарға, яғни психолог пен психиатрды көп шатастырады. Психолог адамдарды тыңдап емдейді, проблемаларды шешуіне көмектеседі. Психиатр адамдарды дәрімен емдейді, уколмен емдейді. Даже бізде психологтардың арасында күшті не бар, андай өзіміздің бір әзіліміз бар, чтобы не смеяться у психиатра, лучше поплакаться у психолога дейді. Психологқа барып, дерттің мұнын уақытылы айтып, жылап жеңілдей алмағандар, белгілі уақыттан кейін сол проблемаларға төзе алмай, миы ашып, ертең барып дәрімен емделетін халге келуі мүмкін. Яғни крыша кетіп қалуы мүмкін. Ержан, жалпы психологқа да психолог айтып жатады ғой. Иә, сіз өзіңіз қандай азаматсыз, үйде қандайсыз, әйеліңізге шынымен жақсы қарайсыз ба? Қазір кімнің әңгімесін тыңдап отырмыз? Қазір психолог Ержан Мырзабаевтың әңгімесін тыңдап отырсыз. Ал психологтың әңгімесі әсерлі болу үшін айтқан нәрселерді іске асыру өте маңызды. Яғни өмірдегі негізгі принциптердің біреуі ол істеген нәрсенді айт, айтқан нәрсенді істе. Сіз істейсіз? Иә, мен істеймін. Мен айтқан нәрселердің барлығын істеймін. Өйткені қазір дүние әлем өте кішкентай болып қалған. Сіз тікелей эфирлерде, семинарларда, теледидарда күшті әңгіме айтуыңыз мүмкін, бірақ екі күннен кейін кіммен қайда жүрсіз, не істеп жатсыз, барлығы қазір естіледі, көріледі, танылады. Мысалы, кейбір кезде өзім ұялып бір кафеге барсам, бір магазинге барсам, адамдар танып тұрады уже ыңғайсыз айтқан кезде. Сондықтан мынау айтқаны бір бөлек, істегені бір бөлек екен деп, халықтың, адамдардың көңілі қалады. Сондықтан мен айтқан нәрсемді істеймін, істеген нәрсемді айтамын. Мысалға, айтқан нәрсемді істеу маған оңай. Өйткені мен қарым-қатынасы жақсы болу үшін не керек екенін айтып отырмын. Оны өзім пайдаланған кезде, шынымен күшті жұмыс істейді, отбасы қарым-қатынасы, Құдайға шүкір, бақыттымыз, жолдасымызбен жақсы қарым-қатынастамыз, балдарымызға көңіл бөлеміз, уақыт өткіземіз, жақсы әке болуға тырысамыз. Дауысыңыз жоғалып қалды. Ұрсасыздар ма? Ұрсамыз, иә. Ұрсамыз, ұрысқаннан конфликт табат етеміз. Белгілі бір мәселеге екі түрлі ой болады. Мен мысалы бір нәрсеге ақ деймін, ол жоқ, ол ақ емес, ол қара дейді. Сөйтіп ақ қара спорласамыз, пікір талас жүргіземіз. Одан кейін ақ та емес, қара да емес, мысалы серый екен, мысалы. Айтқан кезде соған ортаға бір мәмілеге келеміз. Одан кейін мен отбасыда әрдайым ерлі-зайыптардың тең құқықты болуын қолдаймын, соны насихаттаймын. Тең болғандықтан предвзятость жоқ. Мысалы, үлкен ұрыс, айқай-шу, төбелес не үшін шығады? Екеуінен біреуі тек қана менікі дұрыс деп ойлаған үшін. Егер сіз любой конфликтке, любой пікір таласқа тек қана менікі дұрыс деген оймен кіретін болсаңыз, онда ешкім жеңбейді ол жерде. Ал егер менің осындай ойым бар, мына кісінің ойын тыңдап көрейін, мүмкін оныкі дұрыс шығар. Мүмкін менің ойламаған, байқамаған мәселелерім де бар шығар деп, сонда ашық ойыңызбен, ашық санаңызбен пікір таласқа, әңгімеге кірісетін болсаңыз, онда ортақ мәмілеге келуге болады. Кейбір кезде өз ойыңыздан да бас тартасыз. Шынымен мен ол жағын ойламаппын, сенікі дұрыс екен дейсіз, проблеманы сол жерде бітіресіз. Яғни еркектік намыс, өтірік тек қана әйеліне қарсы жүретін, немесе менікі ғана дұрыс болады, эгоизм, эгоцентризм, нарцизм дерден ұзақ болған сәтте әртүрлі тақырыпта белгілі бір мәмілеге келуге болады. Сондықтан Ержан Мырзабаев айтқан нәрсесін істейді, істеген нәрсесін айтады.
істеген нәрсемді көп тәжірибемен бөлісемін, оқыған нәрсемді іске асырамын, ол жерден ерекше былай айтқан кезде кайф аламын, удовольствие аламын, ләззат аламын. И негізгі менің идеям да сол. Мысалы, осыны оқып, мен отбасы қармасы бақытты болып жатсам, неге басқалар болмасқа? Неге осы мәліметпен, біліммен, басқалармен бөліспеске? Іске асыру еш қиын емес, зато беретін жемісі өте мол. Енді Ержан, сіз оқыған мамансыз, сондықтан жаңағыдай қазір айтады, ойбай, ақыл үйреткіштер, ақыл айтқыштар көп кетті әлеуметтік желіде деп. Сіз оқыған мамансыз, кәдімгідей документ құжатыңыз бәрі бар ғой, көрермендерге бір ауыз айтып берсеңіз. Иә, бар. Менің негізгі мамандығым ағылшын тілі мұғалімі. Мен 13 жылдай мектепте жұмыс істедім. Соңғы 3 жылы 27 жасында мен мектеп директоры болдым. 17 жасынан бастап мен мектептерде жұмыс істедім. Университетте оқып жүрген кезде 27 жасында мектеп директоры болдым. 30 жасыма дейін. 30 жасынан кейін соңғы 5 жыл 2015-тен бастап отбасы психологиясына айналысып жатырмын. Мектепте жұмыс істеп жүрген кезде мен балдардың бойындағы қателіктер, кемшіліктер, мінез, мектептегі жүріс тұрысы, өзіне деген сенімсіздікті байқайтын. Және соған байланысты үйлеріне барып, ата-аналармен танысатын, тұрып жатқан ортасын көретін. Сол жерде қатты әсерлендім. Егер отбасыда атмосфера жақсы болса, ондай балдар мектепте өзіне сенімді, көңілді, өмірге мәз мейрам болып жүреді. Прям бір отлично, беске оқымаса да, орташа оқиды, зато өмірде не керек екенін біледі. Ал қатты агрессивный балдар, ынжық, басылып қалған балдар отбасына барған кезде авторитар, тоталитарлы тәрбие, күйеу мен әйелін бір-бірін сыйламаушылық, құрметтемеушілік, суықтық, бір-бірін кекету, мазақтау сияқты іс-әрекеттер байқайсыз, көрінеді. Одан кейін соның нәтижесінде осындай болып жатыр деп ойлайсыз. Сөйтіп мен 2010 жылы Павлодар педагогикалық институт бар. Сол жерде педагогика психология мамандығында магистратураға оқуға түстім. 2 жыл магистратурамды оқып алдым. Сол жерде сол дипломды алып, одан кейін мен алғашқы семинарларымды сол жұмыс істеп жүрген мектебімде өткізе бастадым. Біз 90-да бір рет бүкіл ата-аналарды жинап, отбасы қарым-қатынас, бала тәрбиесі бойынша семинар өткізетінбіз кәдімгідей. Ата-аналар өте жақсы отзывтар ала бастадық. Одан кейін осы неге мектеп қабырғасымен шектелмей, жалпы жаймасқа деп 2015 жылы мен Алматыға келіп жұмыс істей бастадым. Алматыда отбасы KZ, Центр семейного благополучия болатын, жанұя жарасымы орталығы. Сол жерде директор және ведущий психолог болып жұмыс істей бастадым. Сол жерде істедім. Одан кейін 2018 жылы мен Америкаға барып, білімді жетілдіру мақсатында Америкаға барып, сол жерде оқып қайттым. Ол жерде дүниеде отбасы қарым-қатынасты зерттеу бойынша алғашқы 10-қа кіретін атақты Готман институты бар. Олар 40 жылдан бері отбасы қарым-қатынас зерттеп келе жатырмыз. Олардың күшті методологиялар бар. Соны барып напрямую Америкадан оқып келдім. Одан кейін Европада стажировкада өттім. Және қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осы жерде жұмыс істеймін. 1 жыл Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істедім. Ол жерде тоже жобаны жүргіздік, әлеуметтік жобаны. Сондықтан жалпы осы білім жағын айтатын болсақ, тәжірибе жағын. Көрдім, жақсы білемін, Ержан, кім екеніңізді, иә, қайда оқыдыңыз? Мен көрермендерге ақпарат болсын деп айтып жатырмын, өйткені жалпы сыншы көп қой. Қазір бұл эфирді көріп отырғандар, ой, кім көрінген айтып кетті, ақыл айтып кетті деп айтуы әбден мүмкін. Мен сізден тағы сұрайын деп отырғаным, қазір мынау онлайн өмір қаншалықты әйел мен ер азаматтың қарым-қатынасына әсер етіп жатыр, оның зияны мен пайдасы қандай? Өйткені әйелдерден көп естиміз қазір, күйеулеріміз телефоннан түспейді, көңіл бөлмейді, жұмыстан келеді телефон, дәретханаға кіреді телефон, балаға қарамайды, менімен артық сөйлеспейді, қарым-қатынас суып кетті деп көп айтады. Сосын виртуалды өмір басқа ғой, онлайн өмір, осындай не істеу керек деп жатыр да, соның пайдасы мен зияны. Бірінші зиян айтып кетейік. Бірінші зиян айтып кетейік. Ұзақ уақыт сіз онлайн түрде қарым-қатынас құруыңыз, ұзақ уақыт бір-біріңізбен тірі живой общенияның болмауы, бұл ерлі-зайыптылардың эмоционалды бір-бірден ұзақтап кетуіне алып келеді. Одан кейін ұзақ уақыт телефонда отырғаннан кейін сіз адамның белгілі қажеттіліктері бар мысалы.
эмоциялық қажеттіліктері бар, психологиялық қажеттіліктері бар, физиологиялық қажеттіліктері бар, мысалы араласу, қарым қатынас құру қажеттілігі бар. Егер сіз әрдайым телефон ішінде болатын болсаңыз, онда сол қажеттіліктерді де телефоннан көре бастайсыз. Ол мысалға порнографиялық сайттардан бастап, біреумен танысу, араласу, сайт знакомствоға кіріп кету, біреумен перепискада отыру деген сияқты өзіңізді виртуалды онлайн бөлек бір әлемге кетіп қаласыз. Өйткені сіздің негізі қарым қатынас құру қажеттілігі бар, араласу, сөйлесу қажеттілігі бар, бірақ сіз оны күнделікті өмірде қасыңыздағы жолдасыңызбен өткізбегендіктен, істемегендіктен сіз виртуалды әлемге соған кіріп кетесіз. Ал виртуалды әлемге кіріп кеткеннен кейін ол жерден шығу өте қиын. Виртуалды әлемде сіз кісінің мысалға тек қана видеосын көресіз, тек қана фотосын көрсетесіз, және оның қандай жақсы, в кавычках, тырнақшаның ішінде, қандай жақсы адам екенін ары қарай фантазировать етесіз. Ол кісімен тұрмадыңыз, араласпадыңыз, білмейсіз, сондықтан оны фантазияңызда өте күшті әйел, өте күшті еркек, керемет, маған жылы сөздер жазады деп, жолдасыңызбен салыстыра отырып, оған көбірек бал бере бастайсыз. Ал негізі ояну керек, текстпен, перепискамен, фотомен, видеомен ғана адамның қандай екеніне шешім қабылдауға болмайды, үкім беруге болмайды. Бұл осындай зияндар. Ондай болмас үшін әйел кісілер күйеуіне не істеу керек? Талап қою керек. Яғни еркектен вниманияны бір артықшылық ретінде, бір подарок ретінде, бір сыйлық ретінде күтпеу керек. Кәдімгі отырып алып, айым күнім жаным, мен сені, конечно, жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін, да, но деу керек та, мысалы, тамақ жеген келеді ма? Я, неге? Қалай? Тамақ жемесе ашына өлеміз ғой дейді, мысалға. Сен ұйықтаған келеді ма? Я, неге? Ұйықтамаса адам, мысалы, психикасы бұзылып кетеді, демалмайды. Не үшін? Ол қажеттілік. Айналайын, мен үшін де әйел ретінде бұл бір қажеттілік. Сенен жылы сөз есту қажеттілік, сенімен отырып сөйлесу қажеттілік. Егер сен менің қажеттіліктерімді бермейтін болсаң, қанағаттандырмайтын болсаң, мен белгілі уақытта соғып қалам, сен мені жоғалтып аласың. Пока отношениялар живой кезде осыны бір сілкіндіріп айтып алу керек. Мен айтпаймын 24 сағат қасынан айырылма деп, бірақ күніне хотя бы жарты сағат, 40 минут, 1 сағат менімен сөйлес, әңгімелес. Күйеу айтады, не туралы сөйлесемін дейді. Ну, это твои проблемы. Тап не туралы сөйлеседі. Сенсің ғой еркек. Менің қажеттілігімді беріп жатқан сенсің ғой. Мен мысалы тамақ істеген кезде сенен сұраймын ғой, қандай тамақ істеймін, продукт қайда айдам, картошка қосайын ба, ет қосайын ба, макарон дайындайын ба, шашлык дайындайын ба, манты істеймін, сенен сұрамаймын ғой. Мен ойлаймын, менің күйеуіме тамақ керек. Сөйтіп кухняға барам, менімді істетем, ютубқа кірем, инстаграмға кірем, рецепттерді оқимын, саған тәтті тағам дайындау үшін қаншама сағат еңбектенемін. Тура сол сияқты сен менің көңіл, внимание қажеттілігімді қанағаттандыру үшін оқы, психологқа бар, кітап оқы, интернеттен ізде, ютубтан қара, гуглдан қара, бірақ кішкене басыңды істет, қос, миды қос, сөйтіп қажеттілігіңді бер. Бәрін саған мен айтып отыратын болсам, онда сен ретінде маған бір пайдан қызығы керегін қалмай қою мүмкін деп ескерту керек. Яғни бұны бір сыйлық ретінде емес, бір қажеттілік ретінде айтып жеткізіп талап ету керек. Пайдалы жақтары онлайн өмірдің, яғни онлайнға көп нәрсенің өтуі, карантиннің болуы, жалпы жұмыстың онлайн болып кетуінің пайдалы жақтары, бұл адамдар көбірек үйде уақыт өткізе бастады. Семьясымен уақыт өткізе бастады, әйелін көбірек көре бастады, жұмыс істейтін әйелдер бар мысалға, күйеулерін көбірек көре бастады. Жалпы отбасылық өмірді жиі сезіне бастадық мысалға. Және осыған байланысты қазір көп семьяларда стресс болып жатыр, проблема болып жатыр. Неге? Өйткені біз семьямызда көп уақыт өткіздік, бірақ осыған дайын емес екеніміз түсіндік, білдік. Отбасы қарым қатынас біз дайын емеспіз. Не үшін? Таңертең ұрысып қаламыз, жұмысқа кетіп қаламыз, бір нәрсе ұмытылып қалады. Кешке келіп, мысалға, ренжісіп қаламыз, байқамай қаламыз, проблеманы көреміз, үндемей саламыз, таңертең жұмысқа кетіп қаламыз. Постоянно бір-бірімізбен ұзақ өмір сүргендіктен бар болған проблемаларға көз жұмып жүрдік. Ал постоянно бірге болғаннан кейін, енді сол проблемаларға көз жұмбай, олар бойынша жұмыс істеу керек, білімімізді жетілдіру керек, оқуымыз керек, әңгімелесуіміз керек, сөйлесуіміз керек деген ұқтық. Сондықтан, яғни оның пайдасы осыда адамдар семьяның қадірін біле бастайды. Әсіресе бұл ер азаматтарға өте үлкен жақсы дәріс болу керек. Мен тренингтерде, семинарларда жиі ер кісілерді жауапкершілікке шақырамын, жалпы отбасы қарым қатынаса. Неге? Өйткені сіз отағасысыз, сіз корабльдің батқан кезде капитанысыз, сіз отбасын жүргізіп жатсыз.
енді үйге келгеннен кейін әйелмен қалай сөйлесу керек, баламен қалай сөйлесу керек, уақыт қалай өткізу керек, үйде не істеу керек, не істемеу керек деп көп ер кісілер қиналып қалды осы сәтте. Көп ер кісілер қиналып қалды. И екінші аспект, көп ер кісілер отбасыдан артық, отбасыдан жақын ешкім жоқ екенін түсіне бастады. Бұрын дос жаран деп семьяны бәрін тастап кете беретін, туысқан жақын деп семьяны бәрін тастап кете беретін, ойбай жұмыс, командировка, тіршілік деп семьясымен тастап кете беретін. Қазір не болды? Жұмыс та орында қалды, достар да қалды, туысқандар жаназаға бара алмайтын халге келіп қалды ғой мысалы. Сыртқы өмірдің бәрі тоқтап қалып, ең маңызды және ең керекті отбасы екенін көрді, ұқты. Соны ұғып, түсініп, түйіп атса, нұр үстіне нұр. Ержан, мен нелерге сұрақтарға рұқсат берейін, иә? Біздің көрермендер не деп жатыр екен? Қамшымен ұрып тұру керек дейді ойбай, Жалғас деген кісі. Қамшымен ұрып тұруға керек емес. Неге? Физикалық күш бұл әрдайым әлсіздіктің белгісі. Бұрын мысалға хандар, билер, текті кісілерге қарайтын болсаңыз, олардың бір қарағаны жететін еді. Көзбен бір қараған кезде бүкіл информация жеткізетін еді. Одан кейін, одан сәл төмендеулер сөйлеп жеткізеді. Былай істеме, өзінің ойын дұрыс жеткізеді. Одан төмен болғандар физик айқайлай бастайды. Одан төменген бастар физикалық күш көрсете бастайды. Сондықтан физикалық күш бұл әрдайым әлсіздіктің белгісі. Көбінесе әйелдерге мен айтам да, ұрғанға неге шыдайсыз, неге көнесіз десем, ол мені жақсы көреді, сосын кешірім сұрайды. Бұл өте үлкен өтірік. Бұған психологияда стокгольмский синдром дейді. Стокгольмский синдром, Стокгольмде оқиға болған, ұзақ уақыт террористердің қолында қалған адамдар белгілі уақыттан кейін сол террористерге ғашық бола бастайды. Хотя террорист оған өміріне қауіп төндіріп жатыр, өлтірем деп жатыр, қимылдаса, ұзақ уақыт бірге тұрғандықтан соны ақтай бастайды. Негізі ол жақсы адам, өмірі қиын болды, сол үшін осылай істеп жатыр, атақ ол мені жақсы көреді деп. И ұзақ уақыт таяқ жеуге үйреніп қалған әйелдерде өкінішке орай осындай стокгольмский синдром өткізеді. Оларды жақындары, туыстары, таныстары психологқа апарып емделу керек. Күйеуім вахтада. Арамыз алшақтамау үшін не жасау керек дейді Айжан. Вахтада өте оңай, күніне жарты сағаттан видеозвонок арқылы сөйлесіңіздер. Қазір технологияның кереметтілігі, бұрын ата-бабаларымыз хат жазып, апталап, айлап, сол хаттың келуін, кетуін күтетін еді. Қазір Құдайға шүкір видеозвонок бар, видеозвонок арқылы сөйлесіңіздер. Және ұзақта болғандықтан проблемаларды сөйлесу күнін белгілеңіз. Әр видеозвонок сайын үйде анау жоқ, балаларын үйтіп қойды, мынандай проблемалар бар, айта берудің керегі жоқ. Ұзақтап қаласыз, біріңізді тыңдағыңыз келмей кетеді. Өзі жарты сағат, бір сағат сөйлесу уақыты, тем более видеозвонок, связь нашар болып қалуы мүмкін. Поэтому не істеу керек? Нақты, конкретно, давай по понедельникам. Понедельник күндері бізде планерка мысалы. Біз понедельник күні әйелімізге отырамыз, күн тәртібіндегі мәселелерді жазамыз, және ол проблемаларды, қиын вопростарды, бірімізге претензияларды талқылап сөйлесеміз. Бір күнді соған арнағаннан кейін, сол күнде бәрін шеше алғандықтан, қалған күндерде айым, күнім, жаным, жақсы көремін, сүйем, күйем көреміз, спокойно сөйлесуге болады. Мен осыны кеңес беремін. Так, ойлай, Ержан Мырзаның фанаты. Рахмет. Көрермендер тек әйелдер сияқты дейді. Айтам ғой, әйелдерге ғана керек сияқты бұл мәселе, е? Мықты екенім мына жігіт дейді. Сабақ күшті дейді. Ержан бәрекелді, сананы оятудасыз дейді. Жігіттер, енді жігіттер көбінесе қатыспайды бұндайға. Олар жігіттер тығылып хат жазғанда ғана дейді. Маған көп жазады, неге мен скриндап бүкілін көрсетем ал, әйелдері байқа. Так. Ер адамда жауапкершілік жоқ, бәрін әйелге артып қойған дейді. Так, сізді мақтап жатыр енді көп. Так, мына жігіт мықты екен дейді.
Аблясовтан сұраңдар дейді, он причем. Алкоголь, игромания, қызықтықтан іздеуі қалыпты жағдай. Әйел шыдау керек пе дейді. Ал керек болса. Шыдау керек жоқ. Сіз күйеуіңізбен енді қиын ситуацияға түскен кезде, ол бір ауру, ол бір дерт, ол бір проблема, қиын ситуацияға түскен кезде ерлі зайыптылар бір-біріне жақын болып, қолдау көрсетіп, сол батпақтан шығаруға көмектесу керек. Игромансың ба, мен кеттім, алкашысың ба, мен кеттім деп бәрі сызып тастап кетуге болмайды. Бірақ сіздің еңбегіңіз, сіздің ерік жігеріңіз, сіздің жасатқан істеріңізді күйеуіңіз бағалау керек. Зорлық зомбылық көрсетпеу керек. Одан кейін өзіне және сізге зиян келтірмеу керек. Қойып жатыр, істеп жатыр, бірақ сонымен жұмыс істеп жатсыз, және өзінің істеп жатқан нәрсесінің қате екенін түсіну керек. Қате екенін түсініп, кінәлік сезімі бар болса, ол адамды сол тәуелділіктен қайтарып алу, шығарып алу шансы, мүмкіндігі бар, үміт бар. Жоқ, егер бұны бет алды істеп, ешқандай өкінбей, ешнәрсені ойламай, түсінбей, қабылдамай, тыңдамай істей беретін болса, онда өкінішке орай ондай адамдардан үміт жоқ. Сіз әйел ретінде ұсына аласыз, мен сен қасында болуға дайынмын. Егер сен еңбектенсең, егер сен жұмыс істеген кезде, мен сен қасында боламын. Жоқ, маған бәрібір дейтін болса, онда ренжіме, мен сенімен уақытымды өлтіре алмаймын, уақытымды құрта алмаймын, жастық шағымды құртқым келмейді деп нақты сөйлесіп шешіп алу керек. Босанғаннан кейін әйел адамда стресс туралы отбасыда түсінбеушілік пайда болды дейді. Көбінде ер кісі сұрап ма, әйел кісі ма? Әйел адам сұрап жатыр. Әйел. Босанғаннан кейін ондай стресстің болуы ер адам ба? Проблема жоқ. Босанғаннан кейін осындай ситуациялардың болуы бұл өте қалыпты, нормальный жағдай. Просто бізде білім болмағандықтан, опять-таки білімсіздіктің кесірінен көп адамдар ойлайды, әйел бала туып алып өзінше болып кетті, босанғаннан кейін балаға қатты мән беріп кетті деген сияқты. Бірақ бүкіл әйелдерде босанғаннан кейін 6 айдан 2,5 жылға дейін жалғасатын постродовой депрессия болады. Постродовой депрессия болады. Кейбіреулерде ашық, айқын түрде белгілі болады, кейбір кезде жабық, пассивный түрде өтеді постродовой депрессия. Өйткені дүниеге бала келу, тірі жан әкелу бұл оңай нәрсе емес. Психологиялық тұрғыдан өте қиын, өте ауыр. Сол үшін аяқ ауыр кезінде, екі қабат периодында күйеуіңізбен бірге осыған байланысты біліміңізді арттырыңыз. Айым, күнім, жаным, қара, мен екі қабат, менде мынандай өзгерістер болады, мынандай гормондар, менде крыша едет, мен кішкене өзімде емес, мен аурумын. Маған ауру ретінде қара, мен жай бұрынғыдай әйел емеспін. Одан кейін босанғаннан кейін менде постродовой депрессия болды, соған дайын бол деп алдын ала ескертіп қою керек. Проинформирован, вооружен дейді. Адам білмеген нәрсесіне дұшпан болады. Білмеген кезде әйеліне ренжиді, ұрсады, айқайлайды, түсінбейді. Ал білетін болса, нормально, бұл постродовой депрессия, ауырып жатыр, сабыр ету керек, жағдайын жасау керек дейді. Мысалға сіз егер қасыңыздағы танысыңыз, туысыңыз температурасы көтеріліп, төсекте аяқ тартып жатқан кезде, тұр, жүгір, неғып жатсың, не істеп жатсың деп айтасыз ғой. Сіз білесіз, суық тиді, тұмау тиді, ауырып қалды, осы ауру өтетінін білесіз, соған қарап әрекет етесіз. Бұл постродовой депрессияда дәл тура сондай ауру, көбінесе психологиялық ауру, өте үлкен стресстен өтеді. Сол аурудың аман есен өту үшін біріншіден күйеуі, одан кейін жақындағы бүкіл туыстары сол әйелдің қалпына келуіне жағдай жасау керек. Тапқан ақшасын міндетсінетін еркек отағасына не айтуға болады дейді? Міндетсінбе деп айту керек. Міндетсінбе, одан кейін мынандай нәрсе айтуға болады да, мысалы, сен неге міндетсініп жатыр? Мен жұмыс істеп жатырмын деп. Жақсы, үйде балаға қара, үй жина, тамақ істе, мен жұмыс істеймін, мен де ақшаны таба аламын. Ер кісі мынаны білу керек. Менің сыртта емін еркін жүріп, күшті бизнес жасап, ақша тауым әйелінің арқасында. Жағдайымды жасамаса, балдарыма қарамаса, тамағымды дайындамаса, маған қызмет етпесе, мен жасай алмаймын. Отыр, бала қарайын ба, тамақ істеймін ба, үй жинайын ба, не істеймін мысалы. Бір сәтте мысалы, Құдай сақтасын, әйелі қайтыс болып кетсе, ауырып қалса, жоқ болып кетсе, не істейді? 3 баламен жалғыз қалды. Бизнесте, жұмыста, тіршілікте бәрі орында қалады. Сондықтан саналы білетін еркектер әрдайым қайтаға әйеліне мен тапқан әрбір тиынымда сенің ақың бар, сенің арқанда саған рахмет деп мотивация беріп тұрады. Әйелінен одан да көп мотивация алады.
Жалпы әйел кісінің өте андай плодотворный дейді, өте құнарлы. Оған аз нәрсе берсеңіз, көп нәрсемен қайтарады. Кішкене мотивация берсеңіз, сізді ер кісі ретінде бүкіл тауларды қопарып алатындай мотивация береді сізге. Сәл көңіл бөлсеңіз, сізді өмірдегі ең керемет еркек ретінде сездіретіндей сізге көңіл бөледі. Мысалға, продукт әкеп берсеңіз, тамақ береді. Сол сияқты әйел өте күшті мотивация. Тек қана сол мотивацияны алу үшін кішкене беру керек. Кішкене беру керек. Күйеуім ақ көңіл, бірақ лас сөздер, яғни боғауыз сөздер шығар, қатты айтады. Қандай әрекет жасауға болады дейді. Кітап оқытыңыз. Көп адамдар кітап оқымағандықтан, білімсіздіктен, сөз қоры аз болғандықтан, ең оңайы, ең тезі кішкентай кезінен естіп үйреніп қалған боғауыз сөздер кете береді. Мысалға, надоел деген сөздің, мысалы, қаншама өте популярны боғауыз сөздері бар. Элементар надоел деген сөзді білмейді, мысалға. Жалықтым, шаршадым, қойш, істемеш, эмоцияларды білдіретін сөздерді кәдімгідей карточкаға жазғызып, жаттатқызу керек. Біз бұрын, мен андай ағылшын тілі мұғалім болдым ғой, олимпиадаға дайындалған кезде жаңа сөздерді карточкаға жазып, қалтаңызда алып жаттап жүретінбіз. Тура сол сияқты қазақ тілінде, орыс тілінде боғауыз сөздердің орнын толтыратын әдемі сөздер бар екенін, сол арқылы керемет күшті эмоцияларды шығаруға болатынын көрсету мақсатында сөз үйретіңіз, кітап оқытқызыңыз. Я болмаса үйге холодильник, ер азаматтардың жиі жататын жерге әдемі сөздердің синонимдарын іліп қою керек, Вот, күшті идея әйгерімнен. Ержан мырза, бір сағат мен эфир сақтайын. Уже қорқатым болды. Көп екен. Сіз тағы бір 15 минут бөлесіз бе? Қайттан қосылып сұраққа әлде... Менде уақыт бар, бөле аламыз. Проблема емес, егер сіз үшін ыңғайлы болатын болса, егер қатты спорт болатын болса. Сақтайында, онда қайтадан қайта қосылыңыз, е? Көрермен сұрақтарына жауап күні көрдіңіз ғой, мына жақта да көбейді, мына жақта сұрақ өте көп, және көбісі сізге рахмет айтып жатыр. Мына жігіт деп жатыр. Рахмет, пайдалы болып жатса қуаныштымын. Екен сіздің эфир қалай күшті, иә? Қазір мен сұрақ қояйын, құрметті көрермендер, біз қайтадан қосыламыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін, сондықтан тез арада біздің эфирге қайтадан қосылыңыздар, иә? Жақсы, реклама дейсіз ғой.